адамды бір сөз ғана өзгертеді ғой. Жүрегінен өтіп кетсе адамның, бір-ақ сөз өзгертеді адамды. Видео ашылып кетті сізде. Гүлбақыт видео ашылып кетті. О, мен наставницам кірді ғой. Мына Гүлбақыт ханым. Қалдарыңыз қалай? Запись басталды. Бастай Сізде. беріңіз. Запись басталды. Бастай беріңіз. Таңертең бастай берейік па? Ассалаумағалейкум деп бастайын. Құрметті тәлімгерлер, келген тәлімгерлеріңіз отыр екен. Батима ханым, Гүлназ ханым, Мархабат ханым, Гүлбақыт ханым. Мен бірінші мен өзім рахмат айтудан, ризашылықтан бастайын. Баршаңызға, мынау наставниктарымызға көп-көп рахмет. Осылай қолдап, сыйлап, алтын уақыттарыңызды бөліп, үлкен болсаңыздар да бізге поддержка беріп, білгендеріңізден бөлісіп, соған ризамын. Көп-көп рахмет айтамын сіздерге. Есім Мирасхан, енді барлығы таниды шығар бұл жерде, мен өзім таныстырайын ба? Кім бар екен? Танымайтындар болса, есім Мирасхан, жасым 41-де. Қостанай облыс тумасымын. Бір ұлым, бір қызым бар. Құдай берген бір әйелім бар деп қойын. Осы ең бірінші кәсібімді осы арман қуып, барлығымыз Астанаға жиналдық қой. Сборный болып, жан жақтан. Осы Астанадан бастадық, арман қуып келдік. 2007 жылы, 2006 жылы келдім Астанаға, енді барлығы қара жұмыстан басталды. Содан бастап, мінекей, осындай кәсіпкерлікке жетіп отырмыз. Мен көбіне мынау наставниктарыма айтамын ғой. Ахмет Байтұрсынов атамыз айтады ғой. Білімді болу үшін оқу керек дейді. Бай болу үшін кәсіп бастау керек дейді. Жаңағы ауызбіршілік болу керек дейді ғой, сол кезде барлық жетістіктерге жетуге болады деп. Жаңа айтайын дегеніміз тақырыптан бастайық. Өз-өзіңді қалай өзіңнен баста өзгертуді. Әркім өзін осы. Бұл жерде енді барынша сіздер білем деген кісілер енді барынша оқушы позицияда отырғандарыңыз дұрыс. Сондықтан енді бар білгенмен бөлісейін. Ең бірінші таңертең тұрғанда өзім дисциплина, өзімде тәртіп қойып қойған осы бір жылдың ішінде. Жаңағындай 6-да тұрып, жылы су ішіп, барлықтарыңызда да бар шығар. Жылы су ішіп, жаңа медитация оқып, далада бір 15-20 минут, кейде велосипедпен шығам, кейде жаяу жүрем. Бізде үлкен парк бар, ана жол азамат екеулеріңіз жүреміз, анда-санда көрген шығарсыздар. Енді көп шыға бермейміз. Енді шыққанда да енді болашақ ұрпаққа кішкене болса да бір мотивация болсын деп өзімнің двоюродный 6-7 інім бар. Соларға бізді көріп өседі ғой олар. Бұл өмірге айтады ғой. Бұл өмірге келгеннен кейін миллион ата-бабаларымыздың келгеннен кейін ата-бабамыздың сол бір атадан тарағанбыз негізі өзіміз. Бізде де жаңағы негізінде кәмпеске болып аталарымыз содан бір атадан тараған жандарымыз ғой. Айтады ғой, жігітке жеті өнерді аз дегендей, өзіміздің мысалға былай қарап отырсаңыздар, барлықтарыңызда талант болады. Әр адамда мысалға сол 1% талант болады. Соны біз өзіміз 99% жай еңбекпен дамыту арқылы жүзеге асыраламыз. Біз қай кезде бақытты боламыз, өмірдің мәнін түсінген кезде. Өмірдің мәні дегеніміз жаңағы жұмысымыздан ләззат алған кезде біз шаршамаймыз, біз жаңағыдай позитивті көңіл күй аламыз. Ең бірінші, мысалға, жаңа айтып жатқаным, таңертең кішкене бір 2 минуттан бастау керек. Любой нәрсені бастаған кезде бастай алмайтындар. Енді жылы төсектен оңай емес қой тұру, өзіңді қамшылау керек әрқашан. Тұрып, жаңағыдай негативный заттарды позитивке ауыстыруларыңыз керек барынша. Сосын жаңағы ортаны таңдай білуіміз керек. Осы кезге дейін осы бір жылдың ішінде жаңағыдай ортамды таңдап тазаладым десем болады. Себебі
адам болғаннан кейін позитивті, негативті адамдар болады. Сондықтан сізге үнемі негативный адамдар үнемі саған қолдау көрсетпейді, олар тек қана сенің минус жағыңды көріп отырады. Осыған байланысты бір оқиғаны айтып жіберейін. Ертеде бір 3 бала келе жатады ғой. 3 бала келе жатады. Сол кезде көшеде бір ит өліп жатады. Оны біреулеріңіз білсеңіздер білетін шығарсыздар. Иә, ит өліп сасып жатады. Содан 3 бала өтіп барады. Біреу айтады: "Ой, бұл мынау ит қалай нетіп кеткен, жаман болып кеткен, сасып кеткен, анау мынау" деп жаман пікірін айтып бастайды. Екінші тағы бірдеңесін айтады, жаман жағын айтады. Мына иттің түрі жаман екен, анау мынау деп. Үшінші жігіт келеді да бүйтіп қарайды да: "Мә, тісі деген аппақ, сондай әдемі екен" деп айтады. Вот. Сол сияқты кез келген істе жақсы жағын көре білуіміз керек. Сол жігіт оказывается жаңа Мұхаммед саллаллаху біздің пайғамбарымыз екен. Кез келген істе сондай бір жақсы жағын, плюс жағын, өзімізге керек жағын алып отыруымыз керек. Сосын және де өзіңізге сенімді болуыңыз керек. Сіздің өзіңізге қай кезде сенімді боласыз? Мысалға, сенімді болатын болуының себебі адам білімді болған кезде сенімді болады өзіне, және өзінің қорқынышын сенген кезде сенімді болады. Кез келген жаңағы табиғаттан да алуымызға болады. Аллахтың көп нелерін оқыдық. Сонда айтады, балықтың өзі ағысқа қарама-қарсы екен. Егер сіз бірдеңеден қорықсаңыз, сол қорқынышқа, тек қана қорқынышқа бару арқылы оны жеңіп тастайсыз. Былай оны жеңе алмайсыз никогда. Қорқа берсеңіз, ештеңе. Мысалға, мен өзім ойлайтын бұрын. Мен водитель, машина жүргізуден қорқатын. Ойлайтын, мен өзім водителім болады, анау мынау деп сөйтіп ойлап жүретін. Бірақ бір күні алдымда қаланың ортасына шығып кеттім. 2-3 күн жүрдім, бір рет соқтым, сөйтіп барып мен өзімнің қорқынышымды жеңіп, қазір Құдайға шүкір, где-то бір 8 машина ауыстырдым шығармын. Вот, сондықтан айтады ғой, адам өз-өзін жасайды деп. Вот, сондықтан барлықтарыңыздың да ойланып көріңіздер, жақсы жақтарыңыз бар, талант жақтарыңыз бар. Адам қай кезде не болады? Қай кезде бақытты болады? Жаңа айтқандай, сүйікті жұмыс болған кезде бақытты болады. Соның бірі, мінекей, мен өзім традиционный бизнестемін. Өзімді әрқашан сонда да дамытуға тырысам. Мінекей, көптен іздеп жүрген, бұрында мен сетевойда жаңағы нелерде істедім, барлығын шолып көрдім, продукциясын алып көрдім, былай қатты істеген жоқпын. Негізі ең бірінші Гүлбақыт ханыммен танысқанда осы неге мен Инклюз компаниясымен айтқан болатын, біріңіз білсеңіз, бір білмейтін шығарсыздар. Инклюз компаниясымен академияға келдім. Академияда Давлатов выступать ететін болды. Сол үшін ба, білмеймін, әйтеуір қымбаттау болды. Біз бір адамға 150 мың теңге төлеп, біз академияға келдік. Академияға келіп, семьямен қыдыртып, қайтып бара жатқан кезімде жаңағы Гүлбақыт ханымды жолықтырып, менің прямой наставнигім. Вот сол кісі екеуміз сөйлесіп, шай ішіп отырған кезде сөз арасында мен өзімнің немді айтамын, компаниямды, ол кісі өзінікін айтады, бір-бірімізге естімейміз, в общем. Содан 1-2 айдан өткеннен кейін барып жаңағы продукциясын алып көр деп Гүлбақытқа айтқаннан кейін мен сразу алдым да, бір 70 мыңға сразу заказ алдым и қолданып көрдім. Оған дейін бір 4-5-6 айға дейін мен ондай бір қолданып, осылай неткен жоқпын, сеніңкіремедім. Кез келген адамда ондай болады. Сондықтан алып, қазір барлық өнім где-то шамамен бір 70-80% өнімін қолданып көрдім десем болады. Оған уверен айта аламын. Мен сосын одан кейін кез келген Астанада адамдарға айтсам, барлығы білет, және ешқандай да минус, ешқандай кері жаман пікір айтпайды, тек қана жақсылық айтады бұл Atomy компаниясы жайында. Сондықтан мен өзім бұл компанияны өте жақсы көремін, болашағы зор. Сондықтан мен өзім шешім қабылдап, осы компанияға бел шешіп, қолымды тырысып кірістім. Мен өзім қандай жұмыс істесем де, соны нақты до конца аяғына дейін апаруға өзіме сөз берем. Неге? Себебі кез келген жұмыс ол тек қана финишта, соңында нәтиже береді. Өзім мысалға, өзімді бизнесім бар ғой, сол жерде менде басында қиналдым, ақша таппадым. Ең кейін оның соның жемісін жеп, Құдайға шүкір, мінекей, Аллаға шүкір, қазір не алам, не жейм демейм, баратын жеріме ұшып барып алам. Сондықтан ешқандай нем жоқ, мұқтаждығым жоқ. Сондықтан мақтанған емес, сіздерге просто не болсын деп айтып жатырмын. Бұл бизнесте
ешқандай қиын нәрсе жоқ қой, білесіздер ғой, өзіңіз Маржангүл тәтеміз айтқан аузымыз магазин ғой, негізі аузымыз ашсақ болды. Мен жаңағы құрылыс магазинде сатам, құрылыс материалдарын сатам, өзім магазинім бар, сол жерде осындай өзім витринам бар. Кез келген адамға айта беремін, мынау нелерге не болсын деп жатырмын, менің наставниктарыма. Өздері білет, шет жағасын. Мен барлық адамға айта беремін. Кез келген адамға айтам, барлығына. Барлығын айтқанда мен жай қараймын адамға тоже, может, сразу былай кіріп айтып кетпеймін, мен араласам ол адаммен, содан кейін барып тек айтам барлығын. Әр адаммен әртүрлі подход жасаймын мен. Психологически менде строительствода енді 5 жыл стажым болғаннан кейін мен білем, сразу кіргеннен сигнал барады менде. Сатып алатын адамды білем, сатып алмайтын адамды білем, оны чувствовать етемін өзім. Интуициям соны сезеді. Мен кейде айтамын азаматқа, кейде келеді да бағаны сұрайды, кетіп қалады, айналып келеді де қайтадан алады. Қайдан білдің деп таң қалады да. Мен айтамын, мен білем, себебі мен біріншіден товарыма сенімдімін, екіншіден конкуренция, бағаларға сенімдімін, қанша екенін, ана жерде қанша тұратынын барлығын білем. Мен ойлаймын, кейде болады, енді мың товар болғаннан кейін барын білу мүмкін емес қой, әрине. Кейде товарыңыз тұрып қалса, онда сіздің товарыңыз жоғары деген сөз. Мен Атомиді айтып жатқан жоқпын, Атомиға қазір келеміз. Мына басқа құрылыс заттарын айтып жатырмын. Ал Атомидің товарына келсек, қымбат деп жатса, мысалға, былай айтасыздар, Атомидің товары бұл экономично. Мысалға, бір шампунмен 1-2 ай жуасыз, Атомидің несімен сіз қанша экономдайсыз. Өзім бір шампунды 8 ай қолданам. Мысалға, шампун келді, өзім 8 ай қолданам. Барлығы солайша, білмеймін, біз тем более біз күнде жуынамыз, күнара жуынамыз. Сондықтан бұл продукция негізінде өте экономна, өте үнемдейміз бұмен. Қаншама ақша үнемдейміз, және де табиғи, таза не жасаймыз, табиғи өнім. Ешқандай зиянсыз, мысалы, аллергия болмайды, сонысы өте керемет, сонысы маған қатты ұнайды. Айта кетерім, неден тақырыптан ауытып кетсем айып етпеңіздер. Жаңағы, мысалға, әркім өзінің тұлғасын өзі жасайды. Жерге Шынар ханым бар ма екен? Мысалға, өнер адамдар дейік. Бар ма екен, әлі көрінбейді? Шынар ханым бар, мысалға айтайын, мысалға, Мархабат ханым өздерін жасаған кісілер ғой, мысалы, былай қарап отырсақ. Мысалға, кез келген өнер адамдары болсын, ойлап қараңыздаршы. Егер олар мықты болмаса, олар өз брендтерін өздерін жасамас еді. Дұрыс қой, мысалға, менің шәкіртім болайын, Азаматпен 17 жыл танысқанда, ол кішкентай сары балапан болатын. Апа, кішкентай, бойы 1.40, өздеріңіз ойлаңызшы. Ол да шет жағатын қазір сіздерге мотивация ретінде айтып кетеді. Осы жерде отыр ғой, қазір бір сөз беремін оғанда. Сондықтан біз Абай атамыз айтады ғой, кім боласың, қалай өмір сүресің, барлық өз қолымызда. Біздің сөзіміз, ең бірінші ниетімізді түзеуіміз керек, барынша позитивді ниетке шығуымыз керек, кез келген. Сол кезде өзіміздің жолымызда жеңілдейді, өзіміз жаңағы не айтам дедім. Ең бірінші ойлау қабілетімізді жақсартуымыз керек. Ойлағанда жақсы ойлауымыз керек, позитивді ойлауымыз керек, кез келген нәрсе ойлау, жақсы ойлауымыз керек. Біздің ойымыз, ол біздің ісіміз. Ісіміз біздің әрекетіміз. Одан әрекетіміз жаңағы мақсат, арман болып жалғаса береді. Кез келген арманды тек қана мақсаттарға бөліп тастап, сөйтіп арманды жүзеге асыруымызға болады. Мұны біздің немізде Атомида компанияда 7 этап бар ғой, мысалға. 7 этапты енді қиындықтан өтпейсіз, арғы баспалдаққа өте алмайсыз. Сол сияқты да кез келген неде болған жақсы. Бұның бәрі өмірлік тәжірибе деп айтамыз ғой. Сондықтан өз-өздеріңізді шыңдау, өз-өздеріңізді қамшылау, барлық өз қолдарыңызда. Өз-өзіңізді қай кезде жауапкершілікті өздеріңіз қолға аласыздар, қолды тұрып, сол кезде сіздің жұмысыңыз жүріп бастайды. Егер бұлай жай қарап, мен өзім лично айтайын, өзім қазір мынау традиционный бизнеста болғаннан кейін, мысалға мен бір-ақ күн Атомиға көңіл кету 1 сағат бөлемін. Егер мен мысалға күніне бір 3-4 сағат бөлсем, мен кішкене уже жетістігім жоғарылайтын еді. Көрдіңіздер ғой, қанша бересің, сондай заң бар ғой, қанша бересің, сонша аласың, шығыс болмай, кіріс болмайды деді, ата-бабамыз айтады. Сондықтан бүкіл ата-бабамыз барлық жаңағы мақалдарды айтып кеткен ғой.
егер біз ата бабамыздың салып кеткен сара жолмен жүрсек, керемет, ешқандай мысалға басқа елге еліктемей, жаңағындай барлық дәстүрмен жүрсек, жаңағы біздіңкіндей жеті ата деген мысалға жаңағындай жеті атадан артық алмау керек қыз алғанда, сондай мысалға олардың барлығы зерттеліп, тәжірибеден өтіп жасалған салт дәстүр ғой барлығы да. Көрдіңіздер ме? Айтады ғой, бір кісі айтып еді, мына жерде дейді, біз енді саясатқа нетпей ақ қояйық, жай мысал ретінде айтайын. Мына жерде дейді, бізде бәлен мың депутат бар дейді. Бәлен не бітіріп тастаған оқу, 5-6 оқудан оқып тастаған, мысалы, солардың дейді, білімді депутаттардан оқымаған, енді оқымаған болғанда енді біздікі аталарымыз оқыған ғой, енді табиғи оқыған ғой, мысалы. Сол оқымаған аталарымыз артық деп айтады енді. Қараңызшы, қандай керемет, сондықтан азамат отыр ма екен жерде, өзінің сәл ғана өзінің несімен бөлісе кетсе, жаңағы кішігірім историясымен бөлісе кетсе, тек қатты көп кетіп қалма азамат, шамалы қысқа нұсқа айтып берсең, өте нұр үстіне нұр болады. Қалғалай азамат, амансың ба? Өте қуаныштымын көргеніме. Мына мен шәкіртім, бұл жігіт өз-өзін жасаған жігіт, мысалы қарап отырсаңыздар, мынау спортпен жай адамдар айналыса алмайды. Бұл жерде өз-өзін жеңген, өз-өзін қамшылаған, мынау спорт пен мидың екеуі бірдей. Миды да сөйтіп тренировать етеміз. Миды тек қана алдайды екенбіз. Былай жиналмайды екенбіз. Миды алдап қана жеңеміз. Сол естеріңізде болсын. Ал азамат, өзіңе бір ауыз сөз. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін мына Мирасхан ағамыздың кішігірім несіне қош келдіңіздер. Енді Мирасхан аға айтып жатыр жаңа, мен енді көп ұзақ сөйлемей қойын, бір қысқа нұсқалар айтайын. Жалпы адам өз-өзін өзгерту өз қолында дейді ғой. Ол енді мен басымнан өткен нәрсе. Мен енді мектеп оқып жүргенде бойым кішкентай болды, әлсіз болдым. Қалай айтсам болады екен, мектепте трошик болдым. Сол кезде математика мұғалім бар, сол маған айтқан болатын: азамат, сен айналайын балам, мектептің сабағынан құласаң да өмірдің сабағынан құлама деді ғой. Аллаға шүкір, өмірдің сабағынан құламай келе жатырмыз. Наоборот, өмірдің сабағынан жақсы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Аллаға шүкір. Сол сияқты атомида енді қалай? Атомида жұмыс істеу үшін ең бірінші түсінгенім мен тұрақтылық керек. Шыдамдылық, тұрақтылық. Тұрақты сен істей беруің керексің. Мирасхан аға айтады ғой маған всегда: азамат, сен статус сала бер, оны тоқтатпа сен дейді, маған айтады. Мен кей кезде ерінемді, Мирасхан аға салам қазір деймін де, сонымен ерініп телефонды алып статус салуға ерінемін. Бір күні қош осы ерінбеші, күнде статус сала бердім. Күнде бір екі адам жазады. Азамат соны пас, азамат шампунь, азамат оны косметика сыйлаған. Оказывается, сен күнде сала берсең, кәдімгідей адамдар уже оған үйреніп қалады, уже потом оны продукцияға қызыға бастайды. Потом уже салмай қойсаң, потом уже іздейді олар. Мынау азамат, сен что-то салмай кеттің ғой атомида, деп. Сондықтан енді көп нәрсе тұрақтылықта. Жаңа Мирасхан аға жақсы айтып өтті, әр нәрседен жақсы нәрсе іздеу керек. Енді атомимен жұмыс істеп жатқан соң да біз оны тек қана жақсы жерін. Всегда атомин продукциясы бәрі керемет қой. Атомин продукциясын кісілерге берген кезде ұялмай, прямо басын көтеріп бересің, мә қолдан деп. Кеше бір пример айтып кетейін. Кеше мен таксимен бір жерге бардым, бір әйел адам апарды. Соны кетіп бара жатып, қайда жұмыс істейсің, анау-мынау әңгіме айтады, мен осындай айтамын деп әңгімемді айтып келемін. Потом атомимен жұмыс жасаймын, анау-мынау деп айтып келе жатырмын. Соны маған айтады: мен атомидің зуни пастасын алғам дейді, жай басына. Анау деген керемет дейді. Мен только сол зуни пастасына қызығып алып жүрмін дейді, ол негізі басқа продукциялары бар ма дейді. Мен айттым: бүкіл продукциясы бар. Балаларыңыз бар ма, күйеуіңіз бар ма, от бар, оны шампуньнан, анау-мынау деп. Содан кейін мен айтамын, ең жақсы өнім атомиктен, ол хемохим деді. Прямо енді ол бүкіл организмға көмектеседі, анау-мынау деп. Ол кісі сразу сұрады, мен номерімді сохранить етіп қойып, өзі кішкене бизнес леди апай ма сондай екен, біз жылпылдап сөйлеп қалған, мықты енді еті тірі кісі де. Мен айтым, жарайды. Сол бүгін Мархабат ханым рахмет көп, Мирасхан аға сразу атомия туралы информация сұрадым, екі жақтан сразу пікірін жіберді, кісіге жібердім. Енді ол кісі кешке бос кезде қарап нетіп алайын. Содан кейін
И еще бір нәрсе, Атомида мен түсінгенім, мен өзім мына Атоми продукциясын жақсы реклама жасаймын да, мен қазір үйреніп алдым. Камераның алдында да, ненің алдында да мен ұялмаймын, любой продукциясын. Мен бір жерге барам, оны жең бірін киіп барам, обязательно мен даже. Уже ол реклама, ошол семейге барған кезде де ана футболкасын несін киіп барып, ана тойдан кейін похода сөйтіп киіп жүрдім ғой. А потом бәрі мен атымды атамайды, азамат деп бәрі Атоми деп бәрі. Қазір бәрі Атоми дейді мен уже. Уже как бренд секілді кетіп барады уже. Мені азамат демейді. Атоми дейді қазір бәрі. Көрдіңіз, қандай қызық нәрселер. Так что Мирас ағанаға келмес, енді почти Ильинканы басып жатырмыз деп айтуға болады. Продукция өткізіп жатыр, Мирас ағанаға ұсындық келеді енді. Бір простой пример. Астматик бір апай келді бізге. Дірілдеп, безвыходный положение уже. Дірілдеп, тер ағып кеткен. Мирас деген сен ба, осындай Атомидің өнім бар екен ғой деп. Қалай? Адам уже қиналған кезде сондай өнімдер іздейді. Тосын және мақтап бағана маған күшті айтты. Ауырам деп жүргенше лучше ауырмаудың жолын іздеп, соны сразу алдына алу керек. Вот сол үшін химохимді енді мен ойлаймын, бір рет болсын ішіп көру керек. Но мен өзім ішіп көрген жоқпын. Но мен будущий ішіп көремін. Енді прямо оған мен бір нет жүрген жоқпын, но будущий мен ішіп, оны бір айдай, организм бәрін кішкене қалпына келтіремін. Так что сеніңіздер енді бұйырса Астанада келесіздер ғой ноябрьдің бірі. Сол кезде тағы да бір жақсылап кездесіп, бір басымыз жинап, бір академия деген жақсы нәрсе ғой енді жалпы. Сондықтан енді бұйырса біз енді келесі жұма демалыстарда футбол, көйлек, нен бәрін қараймыз Алла қаласа. Вот. Сонымен тағы да октябрьдің, ноябрьдің бірі бәріміз енді бізде енді біраз команда осы болып келеді, біраз адамдар келеді, бізде прямо енді мына жақта біраз кісілер уже барамыз деп уже кәдімгідей. Потом мынандай кезінде мен Атомидің рекламасын салып жүрген кезде көп туысқандарым, достарым бәрі күлген. Осы сені бір істемейтін жұмысың жоқ, сен бір кірмеген жерің жоқ, саған енді бір ана бір енді бір өлең айту ғана қалды ғой, саған не дейтін бір киноға түсу ғана қалған шығар, сен айтпан ба өлең айтам деп. Иә, сондай болмайтын нәрселер істейсің деп маған айтты да. А енді кеше біреу звондайды, азамат Атоми жайлы маған түсіндіріп берші, мен енді соны кішкене етейінші деп өздері сұрайды да. Мен айтамын, сен кезінде күліп едің ғой маған. Енді не болды десем, реально мен сенің статустарын көрдім, Атоми жайлы там ютубтан неден бәріне көрдім деп сөйтіп айтады. Потом екінші адам, менің туған ағам бар, Алматыда тұрады. Ол негізі андай көп нәрселерге нетпейді, енді военный болған кісі ғой. Ол кеше кіріп, интересоваться етіп, азам қалай деп. Мен оны ноябрьдің біріне шақырдым, бірақ жұмыстармен келе алмай жатыр. Но бірақ қыстың бір ортасында келіп Астанаға, там Алматыда тағы да бір академия болса, ол Алматыға обязательно барады. Тоже Атомиді көрейін етейін, что-то мен сенен қарап қызығып жатырмын дейді. Прямо жұмыс істеуге болады нәрсе. Вот простой нәрсе. Статус салдың, арасында бір өнім сатып алсам мен, например, 16 күн жасаймыз ғой продукт өнім. Мен аламды, кешке таман отырымда ерінбей жалықпай мен реклама түсіремін дейді, отырып ше. Потом оны ұялмай, қызармай Инстаграмға, WhatsAppқа салып жіберемін. А потом оны адамдар көреді, заказ береді. Вот бәрі өзіміздің басымызда істейміз десек, біз любой нәрсені істейміз. Вот миды алдау керек, Мирас ағаға айтпақшы. Ал Мирас ағаға өзіңіз енді. Күнде, рахмет азамат. Күнде реклама жасасаң да болады мінекей енді. Қасында, үйдің қасында. Иә, барлық. Азамат сұрады, менде уже 3-4 квартирант уже дайын тұр. Офис ашам, сразу барам дейді. Ана нем бәрі уже ашылып күтіп отыр, бәрі де күтіп отыр. Ақырындап товарды толтырып жатырмыз. Жай, ақырын. Бағана химия әкеп бердім. Жаңа айтайын деп жатқан фишка есіме түсіп жатыр да. Мынандай мен жаулайсың қара азамат. Барлықтарыңызға да айтам. Жаңағы бізде товар наличие болмайды ғой. Біз барған жақтан алғызамыз, кімнен тәтеден барып алып келем әйтеуір. Өнімді вовремя жеткізіп беруіміз керек. Көрдің ба? Бұл фишка. Жаңа менде де мысалға 1000 мелочей болады ғой. Жоқ, өнімді мен барып тауып алып келем. Жаңа нелерім бар, жігіттерім бар, тауып беретін. Сол товарды мен ертең әкеп қоям деп, әкеп қоям ғой. Вот соған риза болатындар көп, мысалға қарап отырсаң. Дұрыс па? Дұрыс. Қазір бәрі быстро хотят, оперативно хотят. Сондықтан қолда болған дұрыс қой. Барлығы. Вот сол айта кетейін деген, сөзімді бөлейін деген. Иә, что-то мақсат шығып кетті ме? Былай қарап отырсаңыздар, міне
мына атомидің шампунымен айтайыншы, атомидің шампунмен мен жуамын да мен, иә. Мен мына басымды кеше жудым, бүгін келдім де шампунмен жуған жоқпын. Жай ғана сумен бүйтіп суладым да, бүйтіп басымды сілте салдым. Мен шашым осындай формада, вот не, әдемі формада всегда. А мен қазір басқа шампунмен жусам, например, да, уже қазір мен үйге кіріп нетсем де бұл қайта қалпына келмейді. Вот көрдің ба? Сен По-любому қатты шашын атомий, көрдің ба? иә, элита ғой, элита өнім ғой, по-любому. Оны мен врач таныстарым бар, туыстарым бар, анау мынау любойны айтсам атомий жайлы. Бір жаман деп айтпайды ғой, біреу айтпайды ғой, жаман деп ше, бір наоборот мақтай кетеді ғой. А еще күйіздері бар, атомий қымбат қой өнімдері, ол қол жетімді ма бізге дейді. Мен естігем бе өнімдері қымбат ма? Айтам, қол жетімді қазір бәріне. Сен магазин аш, не? Өзің даже онымен жұмыс Жоқ, істеуге соңында болады, кезде былай айт, Азамат. Қол жетім болған экономны и таза табиғи өнім деп айт, жарай ма? Иә, Бұның құндылығын түсіну керек та товардың кез келген адам. А сол кезде бағалайды. А сен құнды болмаған түсінбей тұр ғой, внутрь ішке кірмей тұр ішкі кухняға. Ол қайдан біледі ол? Дұрыс па? өте дұрыс айтасыз. Иә. Тереңірек түсінген кезде біз уверен айта аламыз, кез келген нәрсені. Өзіміз қолданғанда уверен айта аламыз. Өзіміздің товарымызға сенімді болуымыз керек. Сенімді болу үшін істеуіміз керек, пайдаланып көруіміз керек. Вот. Сондықтан жаңадан кірген, жаңа кіреді ғой жаңа бізге. Оларды да ұмытып кетпеуіміз керек. Оларды тіркей салдың болды демей, товар алдырып, екінші күні сұрауың керексің. Менде мынандай не бар? Тіркегеннен кейін ол адаммен обязательно хабарласам 2-3 күннен кейін. Обязательно хабарласам. Қал жағдайын сұраймын. Одан кейін барып өнімді қалай, бірден қажет па? Сөйтіп сұраймын. Сөйтіп жинап заказ сөйтіп жібереміз көбіне. Сол айтайын дегенім. Тағы да бір нәрсе, бұйырса осы жол енді ноябрьдің 1-і жиналып жатсақ, уже біз жаңа как положено, біз ана микрофон нелерін бәрін аламыз, как положено камераға түсіретін осы жол кішкене профессиональный көз қараспен қараймыз енді осы жолға. Өйткені біз каждый академиядан уже опыт жинап келе жатырмыз да, уже бізде команда көбейіп келе жатыр уже да, уже жауапкершілік деген бар, ол бізбен еріп келетін адамдар бар, вот олар там, чтобы әсерлер жақсы болу үшін біз кішкене сондай бір жақсы нәрсені организовать етуіміз керек. Атомидан кейін отыратын жерлер, соның бәрін мы хотим осы кішкене посерьезно етіп, бәрін заранее организовать етіп, өйткені оның бәрі енді алдында Мирасхан айтты ғой, сіз айттыңыз ғой, Мирасхан, помните, адам бәрін қосқа сол, вот сен соның бәрімен жұмыс істей білуің керексің, например. Сенмен келетін адам, артынан келіп қосылатын адамдар бар, сонымен бәрімен жұмыс істей білуің керексің. Адам саған сеніп келгеннен кейін сен оны жетектеп, аяғынан тұрғанша жүруің керексің ғой. Енді, иә, бір пример айтайын, например, да, енді Маржангүл ханымның мен алдында видеосын көрдім, да, прямо жұмыс істегенде мен сүйсіндім. Неге? Өйткені махаббатпен істеп жатыр да, прямо ана жерде деген адам. Эмоция ғой, эмоцияға. И екінші Маржангүл ханым айтты, мен эмоциямен жұмыс істейді. Ол кісілермен сондай жақтарынан мен, например, алам өзіме қалай жұмыс істеу керек, қалай бізге де жұққан ғой сол. Махаббатпен, соны істеу керек. Мархабат ханымнан мен қандай үлгі аламын? Мархабат ханымнан мен ана өнімдерді оқу керек екен. Біз өнімдерді әлі оқып, чтобы, например, Мархабат ханымға бір сұрақ қойшы, продукцияда осы сұраққа жауап береді. И бізде сондай автоматически бір өнімді сразу, мынау атомис, например, кофесі қандай дегенде біз түк кофе сосын осыны түк жауап беруіміз керек. Сол жағынан мен, например, үлгі аламын, например. Енді өкінішке орай басқа апайларды, например, кішкене тани алмай жатырмын. Негізі группада мен алдында да айтқан, сөйлейтін бір 10 шақты адам, негізі группада мен алдында видео салсам, қарасам 101 деме адам көреді екен. Вот желательно сол кісілер, біз танымай жатқанымыз бар, танитын бар. Көрермендер ғой. Көрермендер, иә, көрермен болмауымыз керек біз осыған араласуымыз керек. Сондықтан, например, қандай бір апайлар келесі жолы, например, біз енді көп прямойға шықпаған бір апайлар тауып, сондай сол кісілер осындай өткізсе, например, бөлісуіміз керек энергиямызбен, иә, например, ақпаратпен. біз енді, иә, нәтижеге жету үшін сен көрермен болмауың керексің. Нәтижеге жету үшін сен соның ішінде өзің соған, как кино ойнайды ғой, сен рөлда жүруің керексің, сол жерде сен жұмыс істеуің керексің, вот сорада сен істеуің керек. Сол кезде сен уже болашақ. А так біз енді көрермен болсақ отыра береміз, бүйтіп көрермен болып, ана жаққа қаншама басқа командалар шығып жетістікке жетіп жатса, біз бүйтіп қарап, бүйтіп сол баяғы жартас бір жартас деп отыра береміз. Сондықтан желательно айтарым, енді артық айтсын мен еместер, но бірақ қаншама адам көреді екен, сол бәріміз бүйтіп общий. Негізі любой жерде, например, командный жұмыс болсақ, сол кезде жеңіске жеткізгенбіз, например, да. Мен де басында көп нетпейді, мен уже
өзіміз команда ғой, например, өнімді алып отыру, не любой нәрсе кішкене қосылып кету деген сияқты, соның бәрін уже мейрамханамен жүріп уже үйреніп жатырмын. Сондықтан зритель Системаға кіріп болмай, жатсың, системаға, иә. иә, уже алдында сіз айттыңыз ғой мейрамханаға, сен әлі несіне кіре алмай жүрсің деп. Неме үшін ана? Бірдемесіне кіре алмай жүрсің. Иә, әлі несіне кіре алмай жүрсің деп. А мен уже қазір кіріп келе жатырмын. Иә, толық түсінбегеннен кейін кішкене солай болады. Иә. Иә. А қазір біз енді Аллаға шүкір мейрамханаға келгенімізде Ленинкада енді почти бір 60% адам таниды ғой, бізді көреді. Сендер тиктокта өнімсіз, тиктокта бүйтсің ғой, тиктокта ана продукция. Вот адамдар соның бәрін көреді де, қызығушылықтар оянады. Сондықтан еще раз группадағы кісілерін желательно көрермен болмай ақ қояйық, лучше бәріміз араласып команда, например. Келесі жолы, например, понедельник, басқа понедельник, пятница или понедельник, суббота сол өткізіп отырсақ, например, екі адамнан, жұмасына екі адам өткізіп отырса, например, енді по желанию бұл жерде мәжбүр жоқ ешқандай. Иә, по желанию, иә, например, да. Мен, например, өзім айтамын, например, енді суббота, воскресенье демалатын шығар, но келесі понедельник осы мейрамханаға секілді, например, мен кешке өткіземін. Көше жерде азамат отырады. Иә, ана жерде мен өткізіп, уже бір басқа тақырып аламыз. Сонымен как положено талқылап, ана реклама ненің бәрін істеп, как положено заранее бір 3 күн бұрын рекламаны бәрін таратып қоямыз, чтобы адамдар заранее біле берсін. Жоспар жазып қойдық қазір, мысалға новичок кірген кезде кабинет туралы видео жасаймыз. Кабинет кіреді, кабинетке қалай кіреді, барлығын поэтапно басынан бастап солай каскад түсіреміз. Ана жолы айттық қой, каскадтар түсіреміз, видео түсіреміз жеке, оны салып қоясыз инстаграмға. Кез келген адам келеді да, өзінің несін алады да, міне новичок келе ма, соған береді, мысалы, болды, арғай өзі алып кетеді. Алып кететін адам алып кетеді. А егер істегісі келмейтін адамға энергия жұмсап қажет жоқ. Ол сіз қанша жерден өзің ниет болмаса, желание болмаса, ол саған бесполезно. Сенің қаншама энергияң кетеді, уақытың кетеді. Көрдіңіздер ғой, иә? Вот, сондықтан істейтін адам арғай алып кетеді өзі, 2-3 айда байқалады. Істемейтін адам ол өзі қоя қояды өзі. Или там күйіз адамдар болады, например. Мен сияқты мен жүзіне басына кішкене посерьезно қарамадым, мен жүрдім, мен былай жүрдім. Но потом уже кетті, біраз уақыт өткізіп, уже кішкене еп қойшы деп азартына кіре бастады. Мен күйіз адамдар болуы мүмкін, жүре береді, но какой-то бір миг болады да, бүйтіп бастарына бүйтіп бір сигнал келеді де, бүйтіп тық еткізіп. Мен істейші, қойшы, болмауына, давай көрейші деп, сондай азартқа кетеді де, и сонымен жұмыс жүріп кетеді де, например, ақырын. Солай да болады, иә. Бірінші уақыт, сабыр дейді ғой, тұрақтылық осы. Например, адамдар, күйіз адамдар болады, қазір қаншама адам көріп отыр, например, ертең арасында біреу. Бес саусақ бірдей емес дейді ғой. Әр адам әр қалай келеді, мысалы, біреу продукцияға келеді, өнімге келеді, біреулер ортаға келеді, мысалға, біреулер жаңағындай неге келеді, сұлулыққа келеді, көрдіңіз ба? Соны жеткізе білуіміз керек қой әр адамның. Дұрыс айтасыз, иә. И потом всегда бір өнімге мен алдында бір айтқан болатынмын, контент түсірейік, например, контент кім жақсы өнімге контент түсіреді, например, соған бір кішігірім бір сыйлық берсек, например, может адамдар кішкене жыланады. Ол контент деген нәрсе өте қазіргі заманда сетевой маркетинг, сен реклама мықты болу керек, иә. Прямо сен өнімге түсіріп, и сондай хотя бы бір айда бір рет кім контент жақсы түсіреді, соған бір енді бір мынандай приз секілді бір кішігірім, например, Атомида, например, сондай бірдеме ұйымдастырып қойса, хотя бы айына бір рет, например, айтамыз, осындай уақытта контент түсіріңдер, и осындай, например, айдың 15-і жібереміз, кімдікі жақсы, 3 адам таңдап аламыз да, соған кішігірім сыйлығымыз береміз. Может, адамдарда сол кезде андай не оянды, например, бізде түсіреміз деген сияқты. Яғни кішкене азарт болады, не болады. Мен, например, мен WhatsApp-қа жібереді көп кісілер нелер. Мен, например, солардан Инстаграмға салып қоямын, WhatsApp-қа салып қоямын, например, мейрамханаға видеоларын, Мархабат ханымдар жібереді, Маржан ханымдар жібереді, группаға жіберген видео салып қоямын. Ол бізге керек, өйткені жай бір не түсіру, живой өзіміз түсірсе командада, ол уже бір бөлек болды салатында. Иә, сондай нәрсе, соны тоже бір қолға алсақ, оны енді ноябрьдің 1-і келіп жатсақ, бұйырса ақылдассақ, тақырып. Вот сондай. Сосын жаңағы өнім алған отзывтармен тоже алу керек сразу адамнан. Көрдіңіз бе? Өнім алды ма, содан сразу живой эмоциямен сразу отзывтарын түсіріп алу керек. Қандай эмоцияда болдыңыз, например? Мен мирасаға помните, көршінің қызына бердім өзіне паста, вот сол маған не түсіріп беру, вот сондай мирасаға енді ондай жерде өлтіріп жібереді енді. Мынандай бір қызық оқиға болды енді.
Бізде Мерасағанағы магазин жанында кондитерский бар. Сонда бір жасқа жүрдім, примерно мен Мерасағанаға айтады ғой, Азамат дейді, Атомидің өнімін апарда давай. Реклама. Ана өзі медик қой. Соған барамын да ана қызға дейді. Мә, Атомидің өнімі, маған сен не түсіріп бересің? Сондай моменттар болды. Иә, қиялдан шығады ғой, например, фантазия болды. Мерасағана фантазиясы мықты ғой ана жерде. Біз любой нәрсені сразу ойлап ана жерде сразу іске әрекетке жасап жібереміз ғой. Сауда, иә. Тез ойлап, тез шешім қабылдау керек. Бұл қазіргі заманда Давлат айтады ғой, қазір жылдам дамып жатыр барлығы. Сондықтан біз кез келген нәрсені тез үйреніп алуымыз керек. Потенциал адамда болу керек. Тез үйреніп алу керек. Мысалға, бүгін оқығанымыз ертең ескеріп қалады. Сондықтан жаңа үнемі неде волнада болуымыз керек қой. Инстаграм, тикток қалмауымыз керек трендтерден. Көп сөйлеп кеткен жоқсыздар, сұрақтарыңыз болса, Назерке ханым бар екен. Сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Сұрақтарыңызды қойыңыздар, кезек жауап берейік білгенімізбен енді. Өзі естіп жатыр ма? Я естіліп тұр, көп рахмет, өте қызықты жігіттерімізді көріп, осындай ер адамның энергетикасымен бәріміз тым-тырыс күшті тыңдап отырмыз. Бүгінгі тақырып өзінен бастама, өмірді өзгерту өзінен баста деп. Жаса өзің. Жаса деп. Я, вот жаңа Азамат айтып жатыр ғой, чатта өстік, бүйтік, күшті ұсыныстар. Но чатта көп уақыт Азамат өзін көрмей кеттік негізі. Претензия қойайын ба? Азамат қойған жаңағы видеоларға сіздің лайкыңыз көрінбей кетті, сіздің комментарияңыз көрінбей кетті. Сол себепті біз шынымен де өзімізден бастасақ, үндемей отырса да чат, үндемей отыра берсін, бірақ өзіміз бір әрекет жасауымыз керек. Сонда сол тақырыпқа сай бүгін өзімізден бастасақ, бизнесті ол ары қарай уже автоматически кетеді. Сіздің адамдарын сізге қарап, мені Азамат шақырып еді ғой, Азамат жоқ қой мына жерде, спонсорым қайда деп іздейді адамдар бәрібір. Спонсор шығып тұрса, өзі жаңағы үлгі көрсетіп тұрса, өзі жаңағы не ішінде күнде системада болып жүріп қайнап жүрсе деген бір неде, иә, сол воронкада, волнада, онда уже сіздің командаңыз тура сіз сияқты қайталайтын болады сізді. И олар да белсенді болып, оларда сенімділік пайда болады да, уверенность, менің спонсорым осында күнде шығады, күнде бар. Менде істей алам ғой, менің тірегім бар дейді да, элементарно менде уже андай қорғаным бар дегенде кішкене андай психологически адамда бір не болады, уверенность. Поэтому сіз күнде шығып тұрыңыз, қай чатта барсыз, лайк бассаңыз да, бір комментарий, голосовой, жазба түрінде жазсаңыз да, и потом сіз өзіңіз байқамай қалайсыз, команданыз тура сізді қайталап өсіп, сізден де асып кететін болады, иншалла. Бәрімізге айтамын. Тікелей сізге емес, но барлығымызға касается, айтады ғой, қызым саған айтам, кейін тыңдай отыр деп. Сол сияқты біз өзімізден действительно бизнес бізден басталады екен. Сол, рахмет, көп күшті идеялар айтып жатсыз, соның бәрін ескереміз, иншалла. Бұйырса. Естіп тұр ма мені? Саламатсыздар, Назерке ханым, естіліп тұр. Мирасхан мырза, Азамат мырза, рахмет, көп тақырыптарыңыз өте керемет. Мирасхан мырза, мен сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Бір емес, екі сұрақ менде әрдайым. Бірінші сұрағым, енді әркімнің бір өмірін өзгертетін, көзқарасын өзгертетін бір талшық болады өмірінде. Бір күшті бір ситуация орын алады, бір кітап кездеседі, адам кездеседі. Сондай сізге талшық болған, сізді өміріңізді өзгертуге әкелген не нәрсе болды? Бірінші сұрақ. Сосын екінші сұрақ, бірінші бизнесіңізді сіз сетевойда да қатар алып жүрсіз ғой. Сол қатар алып жүруге қандай себептер бар? Сіз өзіңізді нақты қандай әрекеттермен қамшылайсыз? Енді өзімнің бизнесім бар, айтып отырсыз ғой, Аллахқа шүкір бәріне жетеді, ешемін, жемеймін. Сіздің орныңызда мысалға көп адамдар осы маған жеткілікті болды, басқа ештеңе керек емес деп тоқтап қалуы мүмкін, бірақ сіз Атомидта қатар алып жүрсіз. Сол екі бизнесті қатар алып жүруге сізге не себеп болып тұр? Сол екі сұраққа жауап алғым келіп тұр. Екіншісі есімде тұрға, соны жауап беріп кетейін. Екінші бизнесті ешқашан адам деген тоқтап қалмау керек бұл өмірде. Бұл өмірдің өзеннің өзі, например, тоқтап қалса сасып кетеді ғой, бір орында тұрса. Сол секілді адам үнемі даму үстінде болу керек. Тоқтап қалмай, маған жетеді екен деп тоқтап қалмау керек. Бұл өзін ертең
нетеді, құлдырауға апарып соғады ол деген. Мысалы мен кейде бұрын ауырып жатқанда маған одан сайын ауруым асқынып кетіп кәдімгідей нетеді, ауырып жата беретін жатқым келе береді. И өз-өзімді қолға алдым мысалға. Все болды, мен өз-өзімді жеңем, бүйтем, сөйтем деп өз-өзіме айтам, соны істеймін. Енді жаңа айтасыз ғой, екі бизнес деп, екі бизнес, 3-4 бизнесіміз бар, құдайға шүкір, басқа да бизнестеріміз бар. Оны қалай айтсам екен, мен ол бизнестермен мен мысалға олар қарап тұра алмаймын бір орында. Себебі ол бүгін бар, ертең жоқ па, мен білмеймін ғой. Қазір мысалға ешқандай нәрсеге гарантия жоқ. Может, ертең жабылып қалар, білмейміз ғой мысалы. Сондықтан болашағымды ойлап, осы жерге мен жаңағы аккаунтыңыз үш ұрпаққа қалады дегеннен кейін барып, өзім соған шешім қабылдап келіп отырмын. Сондай мен бір неге болады. Талшоқ, сол жаңа айтып жатсыз ғой, талшоқ деп. Сол себеп. Содан кейін екінші, енді біз енді 90-нан бері қарай енді жоқшылық заманда өстік қой, барлығын өзіміз жаңағындай ешкімнен ештеңе сұрамай сөйтіп өскен бала кезімнен сөйтіп. 10-11 оқығанның өзінде бизнесмен болдым десем артық айтпаймын, потому что қоян ұстадым, қояным болды көп, соны сататынбыз. Бала кезден сатушылық шебері бар. Жай отырған күнім болған жоқ. Үнемі қимыл, үнемі еңбек. Әкеміз таңертең 6-та көрпеміз жылып алады. Еркек адамға 5 сағат ұйықтаса жетеді дейді. Сондықтан сол әдет қалыптасқан ғой адамда. Мысалға мен өзімнің жұмысымды, мысалға бір жұмыс болса, оны постараюсь 2-3 есе көп істеуге, азамат көріп отыр ғой, 2-3 есе көп істеуге, чтобы ертеңге қалдырмауға тырысам. Ол жұмыс мысалға былай қалыптасқан негізі. Задание, тапсырма орындаймын. Сондай да мысалға. Экзамен деген, сен нәтиже алдың ба жаңағы жұмысыңнан? Экзамен деген сол үшін шығарылған нәрсе ғой мысалға. Сен жаңағы біліммен бөлісу керексің 2-3 адаммен. Сол кезде сенің миыңда қалады. Сол кезде жаңағы ризашылығын аласың біреуден. Сондай. Солай деп ойлаймын енді. Екі сұрағыма бірдей жауап беріп кеттім ғой деймін что-то. Біріншісін айтып жіберсеңіз. Рахмет. Жаңағы бірінші енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, 10-11 сыныптан бастап бизнес жасадым деп. Енді содан кейін мысалға сіз өзіңіз есейгеннен кейін де осознанно сол бизнеске келу үшін сізге қандай толчок болды, қандай нәрсе сізді итермеледі? Бір кітапты кездестірдіңіз ба, мышлениеңізді өзгерткен, санаңызды өзгерткен? Немесе адамды жолықтыңыз ба? Рахмет, өте дұрыс сұрақ. Мен үнемі айтып жүретінмін, миллионер болам деп айтып жүретінмін. Ана Ахметбек Нұрисланның несінен бастадым. Жаңа өзім айтайын бизнесімді. Жаңағындай видеоларын, сабақтарын тыңдадық, оқыдық. Бірақ оны теория ретінде қолдана алмадық. Себебі айтып жатырмын ғой, жаңағы қазір оқыған ертең ескеріп қалады қазірде. Жаңағындай білімдері. Сондықтан үнемі білім алу үстінде болу керек, кітап оқу керек көбірек. Үнемі дамытып отыру керек өз-өзімізді. Рахмет, Мирасхан мырза, көп пайдалы ақпараттарыңыз үшін. Сосын бір топ 3 кітабыңызбен бөлісіп өтсеңіз, қазір оқып жүрген ба, әлде бұрын оқыған, жүрегіңізге қалған, сол өзіңіз өсірген кітаптар туралы. Жерарды оқып бердіңіз, Жерар, что продать, как угодно продать дейді ғой, білесіз ба? Оқымадым, естімедім. Торговый орысша кітап. Жерар деген не бар, торговый представитель, неге Гиннесқа кітабына кірген. Ол жігітті айтады, оның көп нелерін менің өзімнің неме алып алдым, әрине. Ол кісі айтады, енді ол кезде дамымаған заман ғой, жаңағыдай почта анау соның өзінде жақсы жұмыс істеп, жақсы нәтиже көрсеткен ғой, бәлем миллион машина сатқан ғой. Сол кісі айтады, бір нюанс кімге азаматқа айтып қояйын тоже. Мен кейде айтам ғой, неде, мысалы, клиент болғаннан неше түрлі клиенттер болады, мысалға. Сол жігіт айтады, у каждого человека дейді, 250 контакта дейді. Если ты обижаешь одного человека, дейді, 250 человек обижаешь дейді. Полностью енді жаңағы бір-бірін айтады. Одного обрадуешь дейді, 250 человек обрадуешь дейді. Көрдіңіз ба? Қандай ұстанымда осындай. Әрбір клиент довольны кету керек қой. Бізде азамат біледі ғой, риза болып кету керек. Жаңағы не күшті болу керек, услуга. Жақсылап, мысалға бір зат берсең де керемет, мен андай пакеттер алып қойғам өзім, Атомидің неке керемет, мұнан түсіндірем. Сосын жаңағындай айтып жатыр ғой, мархабатқаннан сұраймыз білмегенімізді. Ана жол бір апайға, көрші грилдағы пробиотик берген сұрағасын, мен айтпаппын қалай ішу керек екенін. Ол ішкен, одан кейін дұрыс нете алмаған,
бір күні ренжиді маған, сосын мен сұрап, осылай оказывается кешке ішу керек екен. Сондықтан біз ең бірінші очередь көңіл бөлуіміз керек. Применение қалай ішу керек, дұрыс нәрсені дұрыс жасауымыз керек қой. Сонда ғана нәтиже болады. Сондықтан жаңа білім алуымыз керек көбірек. Көрдіңіздер ғой, иә? Әрбір продукцияны біз жетік меңгеруіміз керек, кез келген сұрағына жауап беруіміз керек. Сонда бізден сатып ала алады. Дұрыс па, Азамат? Дұрыс. Өте дұрыс. Білім керек, білім. Құдайға шүкір, нелеріміз, Құдайға шүкір, наставниктарымыз бар, Аллаға мың да шүкір, білмегенін сұрап аламыз. Айтады ғой, көп айтады мысалға, мен баламды, мен енді қарапайым адамдардың сөзін айтайын, айтып жүрген. Мен баламды байлық үй әпермеймін, ештеңе әпермеймін, өздері жасасын дейді. Ол қате ұғым негізі. Сен баланың жағдайын жасап берсең, ол басқа уақытын, мысалы, бір үй салу үшін жоқ дегенде бір 10, мен өзім лично үй салған адаммын, бір 13 жыл уақыт кетіп қалады үй салу үшін. Машина болсын, тағы да 10 жыл керек. Сөйтіп ол уақытын өткізіп алады. Егер біз үйін әперіп, машинасын әперсек, ол бала чисто білімге жұмсайды, ары қарай өз-өзін дамытады. Ол инвестиция ғой, ол да енді әркімнің санасына байланысты. Сондықтан мынау наставник, даже Давлаттың наставнигі бар, білесіз, иә? Наставник деген, қалай айтсам, мен өзім наставник болмаған, мен өмір барлығын үйретті. Сен наставникпен, мысалға 10 жыл жететін жерге, сен наставникпен 2-3 жылда жетесің, оған сенімдімін. Өйткені ол сені мынандай қисалаң жолмен емес, түзу жолмен апарады. Өзінің құлаған жермен апармайды егерде. Қандай егер жанашыр наставник болса. Ал сол. Қатты эмоция беріп кеттім ба? Күшті айттыңыз, рахмет, көп-көп, өте керемет сөздер, өте керемет мотивация. Мен жаңа сіз айтып отырғанда ойлап отырмын, адамды толықтай қуандырып, барлық жағдайын жасап жіберу керек деп. Ризашылығын. Иә. Ризашылық жіберу керек, Назерке ханым. Иә. Сервис өте төмен, бізде қай жерге барсаң да қарсы сұрақ тұрған сияқты боласың. Сол үшін менің ойымша сізге болашақта тренер болып, бүкіл Қазақстанның, бүкіл әлемнің алдына шығып, осындай бір мотивация беріп, коучер болу керек сияқты. Осы Атомида жетістікке жетсек, сол жетіп жатыр енді бізге. Құдайға шүкір. Білгенімізбен бөлісеміз. Осы потенциалыңызбен міндетті түрде жетесіз, Мирасхан мырза, Азамат мырза да жетеді, сіз де жетесіз. Әмин. Құдай қаласа. Әмин. Бірге жетеміз. Адамда жалпы бар ғой, лидерство, качество деген нәрсе болады. Мен, например, енді, мен өзім үшін, например, мен Мирасхан ағадан да ондай лидерство качество бар да, осындай адамдармен араласып жүрсем, мен өзім десем, менде лидерство качество бар, например. Мен өз-өзімді өзгерткен адаммын. Мен 2014-те қандай болдым, қазір 2025-те қандай болдым. Мен өз-өзімді өзгерткен адаммын, значит, мен басқа нәрсені істей аламын. Мен миымда сондай нәрсе. Адамның жасағанын адам жасай алады, егер бірге жасаса дұрыстап, иә. Мен де енді мынандай 2014-11 бітіріп жатқан кезде, например, бой кішкентай не сондай болатында, мен өз-өзіме мынандай бір 11 бітіріп, документімді алып кетіп башқа, мен өз-өзіме мынандай айттым, класстастарыма бүйтіп айттым. Мен 5 жылдан кейін келем дедім, бойым бәрі өсіп, мен сендерден озып кетпесем, кем түспеймін деп өзіме уәде бердім. Миыма сол құйылды. Сонымен 5 жыл мен ауылға барған жоқпын. Мен Астанаға жұмыс істедім, әскерге, мынау іш барған жоқпын. 5 жылдан кейін мен бір согласие үйленген кезде соның тойына бардым. 5 жылдан кейін мен 2014-те қайда, мен 2020-да бардым. Мен 5 жыл бардым. Жер мен көкте. Сол кезде кезінде маған күлгендер бар, нелер бар, ұялып менен қашып, например, да. Бұл жерде Азамат намыс қой. Намыс. Я хочу любой нәрсе доказать это, например, да. Атомиді мен қазір реклама не жасаймын, күліп атқандар бар. Қазір бірақ уже мен Атоми жайлы айтып жүрген бір. Конкретно почкасын қойып тастау керек, доказать етіп ше адамдар. Сол кезде олар сенеді де, атақлай сені өзімді. Бір контенттеріне, нелеріне, күліп, айтып етеді. А потом уже хочет олар сонымен жұмыс істеуге уже. Доказать ету керек. Конкретно мен істей аламын, істеймін деген сияқты енді. Мирасхан ағадан көп үлгі алып жүрміз ғой. Просто цель қою керек. Мақсат. Соны бөліп тастау керек. Егер көп алып алсаңыз, шаршап қаласыз. Аз-аздан. Анау армияға кетіп бара жатқанда программада бір анау психолог маған бір сұрақ қойды бүйтіп. Бүгін нәрсені істейді, бүгін бітіретін нәрсені не істеу керек, бүгін бітіретін нәрсені ертеңге қалдырмау керек деп, жақсы нәрсе.
Вот сол үшін атомияда, например, да, вот, иә. Жалпы адам өзінде бүгін істейтін нәрсені ертеңге қалдырмау керек. Мейрамханаға маған айтатын, бір адамға өнім берсең, сразу сонда адам қосып тастайды дейді. А мен оны бір кешігіп жүретінмін, соңғы қосамын, оған продукцияны беріп қоямын. Оған даже кішкене нервнесін да, а мен түсіндім, что бір адам моментально келесін ма, все, бітті, атомия тік. Темірді қызған кезде соқ дейді. Темірді. Кейін кофе суып қалады. Сол секілді ғой әңгіме. Жалпы жаңа айтады ғой, бизнес деген нәрсені енді мейрамханаға сұрақ қоясыз ғой, Назерке ханым, қандай бір мотивация сізге не болды деп. Маған, например, бизнес, мен хочу тоже строительный магазин там болашақта ашамын етсем, маған енді бизнес деген нәрсеге, например, мейрамханаға енді ана көріп жүріп, мен, например, да, вот осылай мен де істесем екен деген сияқты. Маған, например, толчок болған ол мейрамханаға. Конкретно мен айтайыншы, шындығын, толчок болған сол кісі. Бұл кісі мені атомияға бар ғой, енді спокойно бір какой-то бір темірді қызғанда соқ деген соны айтып қалады, какой-то бір моментально алып келді ғой, мен өзім байқамай қалғансың ғой. Ой, жерде. Сол сияқты адамдармен жұмыс істеу үшін психолог. Мен енді айтайын, например, да, әйел адамдар болсын, еркек адамдар болсын, ер адамдар біздің строительный магазинге келген кезде, потом мейрамханаға мен сөйлескен кезде, вот андардың настроениесі жоқ болып күйгізіп келеді ғой, а потом мейрамханаға мен сөйлесіп өткізсем, олар как-то бір бөлек бір мотивация, соны едікті, вот сондай адамдар болады, адамға жақсы энергия беретін, ондай қасиет мейрамханада бар, например, да, бізге жақсы энергия береді, бізге айтады, например, иә, сен 40-қа дейін өз-өзін бірдеме істеп дәлелдеп таста, 40-тан кейін сен уже бірдеме қырып қоямын деген өтірік әңгіме дейді. Иә. А мейрамханаға айтады, мен 40-қа дейін қателестім дейді. Енді біздің жолмен жүретін болсаң, мен сені қателестірмейтін жолмен алып келемін дейді. Сен уже мен жеткен жетістікке сен уже 35 жасында жетіп жатсың дейді, даже асып кетпесең дейді. Вот сондай нәрселерді үйреніп жүрміз. Мен әлі үйренетін нәрсем көп әлі, например, да. Сол үшін ортаңа байланысты екен. Менің ортам, например, да, мен өзім қатарлас балалар, например, әлі пиво ішу, темекі, анау өмір сол олар. А мен уже осы семейге барғанда мен уже байқадым, мен нем өскен, уже нем бизнес, мынау басқа уже. Өйткені неге ортамыз мейрамханаға секілді тағы басқа мықты таныс жігіттер бар. Не мақсат деген мақсат, біздің тоже біздің командада жігіттер, даже мына Ибрагим өзі бала 15-тегі бізбен жүріп мышлениясы уже өсіп келе жатыр. Мен 20 жасқа дейін мен байып, өзім жағдайымды өзім істеп, оқуымды өзім етіп, өзім сондай отырым керек, уже мышление қандай. А біз 15 жаста ондай болған жоқпыз ғой, біз әлі жүрміз. Уже адам ортасына байланысты екен. Сондықтан бізде енді түтіп Аллаға шүкір жақсы команда, ерлер командасы бізде жиналып келе жатыр. Біз бір мықты бір ерлер командасын шығарамыз. Өйткені бізде алдында мақсат келді, мейрамханаға бар, бәріміз үшін бір алдыға кішкене жоспарымызды оны так айтпаймыз, бір жоспарым нелеріміз құрдық, прямо жақсы. Біз андай енді кішкене айтсақ, біз енді подкаст түсіретін деңгейге жетеміз, соған келе жатырмыз. Кәдімгі подкаст түсіреміз. Атомия жайлы, атомия қандай, каждый нәрсе подкаст түсіреміз. Ол подкаст деген нәрсе бір минуттан болады. Қазір подкаст деген нәрсе көп адамдар қызық көреді, например. Біз арнайы микрофондарын қойып таза мейрамхананың офисінде, как положено, біз жұмасына бір рет бір подкаст түсіріп отыратын деңгейге жетеміз, ақырындап келеміз соған. Вот сол үшін бәрін дайындап жатырмыз ақырындап. Вот так что командамыз Аллаға шүкір өсіп келе жатыр. Мықты ақыл айтатын апайларымыз бар, ағаларымыз бар. Біз енді ешкімнен қорықпаймыз деп ойлаймыз, тек қана алға жүреміз. Мен сұрақ қойсам бола ма Назерке ханымға? Ол да кішкене не ғой? Иә, әрине, тыңдап отырмыз сізді. Назерке ханым, система дегенді қалай түсінесіз? Енді атомийдің контекстінде Жоқ, тек қана атомийда емес, кез келген бизнесте системаны қалай түсінесіз? Қызық сұрақ қойдыңыз, қиын болып тұр қазір. Сол системаны көбі түсіне бермейді ғой, сосын сұрап отырмын мен сізден. Әркімнің системаны түсінуі әрқалай. Мысалға жай қарапайым тілмен түсіндіріп айта кетейін. Айта кетіңіз, аха. Иә, система деген мысалға сіз огород суарғыңыз келеді ғой. Огород суарған кезіңізде кран, қолмен, қазір көбі қолмен суарады, сіз аласыз да, оның барлығын жаңағыдай бүкілі бар қазір, жағдайдың бәрі жасалған ғой. Компьютер бар, жаңағыдай өзі уақытымен суаруға болады, соны системада айтады. Болды, сен үйде отырып соткамен үрет етесіз. Сол секілді бізде де системаға шығаруымыз керек. Адам тіркеуге бір адам қойып қоямыз, мысалға, сондай. Енді ол енді как бы уже кішкене уже зарплата шыққаннан кейін барып уже система деген жылдам жұмыс істейсіз. Сіздің уақытыңызды ақша үнемдейді, көрдіңіз бе? Ақшаға жаңағы
кішкене немен қарау керекпіз, қалай айтсам екен, ақшаға құрал ретінде қарау керекпіз. Мен өзім лично ақшаға финансовый грамотность онда оқыдым. Оған тек құрал ретінде қарауымыз керек. Ақшаға қатты берілмеуіміз керек. Себебі неге? Ақша деген ол егер құнығып кетсең, басқа бір жерге апарып ұрып соғады сізді. Мысалға бір мына Масқап азамат оқыған шығарсың, білесің ғой, мынау біздің нені әкелген, біздің имам үлкен бай ауқатты кісі болған ғой. Сол кісі бір күні уәзірлері шауып келеді айтады, сіздің бүкіл керуеніңіз, бұрын енді керуен деген сауда ғой, бүйтіп түйелер қаншама байлықтармен бүйтіп көшеді ғой, соны тонап кетті нелер деп айқайлап келіп айтады ғой. Сол кезде ана кісі отырады да альхамдулилlah дейді. Отыра береді, спокойно отыра береді. Содан кейін бір аптадан кейін ба қайтадан шауып келіп жүгіріп келіп, о ханем, жаңа неңіз табылды дейді ғой. Ол кезде де спокойно альхамдулилlah дейді. Сол кезде ана таң қалады, жаңа несі уәзірі, неге олай деп айттыңыз дейді ғой. Сол кезде неге сізде ешқандай эмоция жоқ анау дейді. Ең бастысы мен жүрегіме ақша кіріп кетпеген дейді. Егер сіз ақшаға істейтін болсаңыз, ақшаға істейтін нәрсе алысқа бармайды. Жүрекпен, жаңа шын ниетпен жасасақ, ол ұзаққа барады. Мына бизнесте сондай біздің Атомидікі. Көрдіңіздер ғой, бұл бизнес егер адамға керек құнды болмаса, ол дауны өліп қалушы еді. Әрине бұл қазір бизнес адамдар үшін жаралғаннан кейін өмір сүріп жатыр. Қазір мысалға конкуренция жан-жақтан бастайды, бұл бизнес өлмейді. Потому что халық үшін жасалған продукциясы жаңағыдай сапалы, табиғи. Мысалға Россияда кеше жаңалықта өзі группада көрдіңіздер ғой. Ешқандай бір не жоқ екен, табиғи. Барлығында фосфор қосыла ма, фосфорны жаңа химикат зат қосылады. Көрдіңіздер ғой, Вот. Сол сияқты жаңа көп сөйлеп кеттім, айып етпеңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Жоқ, әдемі айтып жатсыңдар, sana өте керемет мағлұматтар. Үзат ханым жаңа бірдеңе айтайын деді, сөзін бөліп жібердім. Иә, айта беріңіз. Жоқ, нормально. Мирасхан, мен де айтып кетейін, прям молодец, я сижу и прям наслаждаюсь, мне орысша айта берейін, да? Мен сіздің араңызда прям как себя ущербно чувствую, қазақша айта алмаймын. Но я уже 100 раз извинялась, больше не буду извиняться. Вы молодцы, ребята, я прям действительно любуюсь вами. И, Мирасхан, ты действительно очень хороший наставник. Тебя даже не грех нам, твоим опытом, даже нам, взрослым людям, скажем, осколком Советского Союза бывшего, не грех нам все это усвоить. Очень молодец, такую команду ведешь с собой. Ребят своих учишь. Ну, согласен? Дело даже и не в деньгах, дело действительно, если человек душой придет сюда, у него пойдет, потому что действительно философия Атомии – это очень хорошая философия. Конечно, как говорится, как это, Калайтен, соловья баснями не кормит, да, людям и деньги нужны. Почему многие уходят? Потому что терпения нету у большинства, потому что людям надо зарабатывать, поэтому некоторые, конечно, бывает, и терпения у них не хватает, но большинство не понимает. И я вот что хочу сказать, все равно в Казахстане большой потенциал у Атоми. Некоторые даже не знают, что это такое. Что это такое? Понимаете? Поэтому очень большой потенциал. Ну, что такое 400 человек, когда в Казахстане 20 миллионов живет? А вам действительно молодым, ой, вы к тому времени, я не знаю, как вы уже будете империалами будете. Это прям по всему видно. Главное, не позволяй душе лениться. Есть такие строки. Не позволяй душе лениться, что в воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Вот вы тоже должны трудиться и достигнуть, если особенно молодые, ребята такие красивые, молодые. Мир принадлежит мужчинам. Я, конечно, не хочу девчат умолять, но здесь такие деньги, мир принадлежит мужчинам. Вы должны с собой вести всех женщин. Понимаете? Такие молодые, красивые казахи. Алға. Рахмет. Давайте. Рахмет. Айтады ғой, тек каналға арқа қарамау керек, никого нельзя слушать. Да. Өте керемет, міне бүгін тағы да біздің ер азаматтарымыз Мирасхан мен Азаматты бүгін тыңдап, шынымен керім ұйып тыңдадық. Керемет сондай орынды осы жаңағы өздерінің ойларымен, тәжірибесімен бөлісіп, қандай жаңағы еңбекпен, қандай оймен алға қарай жылжып,
сонымен бөлісіп отырған деген қандай керемет мына командаға да. Шынымен Atomy компаниясында жаңағыдай көбісі ойлайды, жаңағы тез ақша таба алмай қалдым деп, жаңағы жат жолдан кетіп қалатын адамдар болып жатады. Ол негізінде шынында да қазіргі тез тауып жатқан ақша емес, именно жаңағы болашағын көрген адам, осы Atomy компаниясының жаңағы видение дейді ғой, видениесі бар адам, соның болашағы қандай зор екенін соны түсінген адам бұл жерде кетпейді. Себебі қазіргі тапқан бір азғантай ақша ол ештеңені өзгертпейді адамның өмірін. Ал асықпай жаңағы өзінің еңбегімен жаңағы күнделікті жаңа Азамат айтқандай кішкене ерінбей жаңағы бір кезде ерініп қалғанда қайтадан өзіңді сол жолға бағыштап істейтін істерді, әрекеттерді істеген адам шынымен шыдамдылықпен жеткен адам бұл жерде үлкен неге жетеді енді, биікке жетеді де, үлкен табысқа жетеді. Ертең уже кәдімгідей өмір бақи жаңағы тек қана өзіңіз емес, бала-шағаңызды болашағын асырайтын осы компанияның бірі, иә, соны түсінген адам бұл жерден ешқашан кетпейді. Себебі компания бүкіл жағдайды жасап жатыр. Бүкіл жаңағы айтып жатсыздар, продукциясының өзі тап-таза өнім, денсаулыққа пайдалы, керемет косметикасымен күнделікті қолданып жүрген жаңағы шампунь порошогына дейін да. Енді былай қарасаңыз, оны көбісі естімеген адамдар да бар екен. Мен де жақында тоже бір адамдармен сөйлестім, білмейді екен, қолданып көрмеген сондай адамдар әлі көпшілік. Соған күн сайын айта беріп, жаңағыда біздің деген сондай жеңіл ғой, енді шынымен тек айту ғой бізде, жаңағыдай айтып көрсету. Соны әлі көбісі түсінбейді. Ол қалайсыз деген сатпайсыз, ештеңе істемейсіз, ақша табасыз деп ойлайды кейбіреулері. Соны да түсінбейтін адамдар болады. Соның бәрін шынымен кәдімгідей айналамызға дұрыстап көрсетіп, айтып, көздерін жеткізсек, бүкіл адам осы Atomy-дің даже бизнес жасамаса да, осы біздің өнімдерді қолданып отырғанның өзінде, осы бизнесте жүрген адамдарымыз, қай қайсымыздың да структурамыз өсіп, үлкен товар-оборот жасай аламыз. Сондықтан тек қана сеніммен алға қарап, жаңағыдай Мирасхан айтқандай, өзіңді жаңағы позитивпен ұстап, ешқандай не болмау керек. Кейбір адамдар жаңағы өздерінің жолын өздері жауып тастайды да, ой, мен адамды қайдан табам, ой, жаңағы өнімдер қымбат деп айтады, біреулер дейді, бір-екі адам сөйтіп айтты ма, уже тауға айтып қалады да, ештеңе істемей қалады. Ал адам тек қана өзінің жолын жауып тастайды ол кезде. Ол шынымен жаңа ондай ештеңені тыңдамай өзінің алға қойған мақсаты болса, өзінің сенімі болса, осы компанияға сенім болу үшін өнімдерінің бәрін өзі көріп, бүкіл жаңағы Паххангелдің видеоларын тыңдаған адам бұл никогда тоқтамайды. Шынымен қандай керемет уағыз береді ол кісі, иә? Любой видеосын алып тыңдашы, керемет осы жүрекке дейін барады. Сондықтан бізде соны естіп тыңдап, өзіміз айналамызға соны жүрекпен жеткізсек, біздің осы бизнеске шақырған адамымыз тоқтамай ары қарай жұмыс жасайды деген сенімдемін. Сондықтан сіздерге көп-көп рахмет, осындай керемет осы өткізген ер азаматтар, осындай спикер болған қандай жақсы, осы тыңдаған сондай тыңдай бергім келеді екен. Осы иә, біздің болашақ империал мастерларымыз деп сенімдемін сіздерге. Сол сәттілік тілеймін, тек алға қарай тікетіп биікке өрлей беріңіздер. Рахмет. Рахмет көп-көп. Жана айтып отыр ғой, жана Батима ханым айтады, күйіз адамдар болады негативный да, например, күйіз продукцияға историяға статусқа неге салған кезде айтады, ой, анау-мынау қыртқан ғой, мен оны несімен қолданып көргенмін айтады. Вот сондай нәрселерді көңілге біз жақын қабылдамауымыз керек. Енді әр адам психологиясы әрқалай болсын, бір адам сондай нәрседен көңіліне бір жақын қабылдап қалады, потом сынып қалады да, уже морально уже. Ана жаман деді ғой, наоборот, мен сондай негатив айтқан адамдарға, наоборот, мен оларға доказать екенін жақсы көремін де, көзден шұқып қойып доказать етемін ғой. Міне деп по факту айтып тастаймын. Өнімге сенімдісің ғой, көрдің ба? Иә, мен сенімдімін, например, да, өйткені мен сенімді болмасам, мен продукцияға реклама жасамаймын. Олар сенім емес өз-өзіне. Иә, мен, например, порошогын алдым, мен реклама түсірдім. Неге реклама түсірдім? Мен күнде тренировкаға залға баратын киімдерімді бұрын жай порошокпен жусам, ана кигенде иісі дұрыс кетпейтін. Мен порошокпен алдым, жудым, прямо үстінен ана парфюм иісі болды, ана лист порошок иісі күшті екен. Соның иісі шығып тұрады, прямо залда жүргенде.
Иә, залда жүрген кезде маған ана бір қыздар айтады да, қандай парфюм себу бағасын дейді да, маған күшті парфюм қойды. Мен айтамын, бұл парфюм емес, бұл порошок десем. Жоқ, қандай порошок? Атомин порошок. Сондай, например, да, вот уже оны парфюм деп ойлап отыр, ана порошок несін. А то сен қана. Мен көзім жетті, мен реклама түсірдім. Шампунға мен 100% көзім жетті, мен реклама түсіремін. Зумипастаға көзім жетті, мен реклама түсіремін. Енді мен каждый продукцияларын алып, Мирасхан айтпақшы, мен қолданып өзімнен өткіземін де, уже смело реклама түсіремін, что беретін айтқан кезде мен айта аламын. Өйткені тағы да Мархабат ханым жаңа айтты ғой, Мирасхан аға бәрі айтып жатыр. Білім керек. Любой өнімде білім керек бізге. Түсіндіріп беру үшін білім керек деген сияқты нәрселер. Вот сол үшін жаман адамдардың негативін қабылдамай жүрекке ол айтқан нәрселерін мына жақтан кіріп, мына жақтан шығарып жіберіп, өзіміздің жақсы наставниктарымыз бар, жақсы ағаларымыз бар, апайларымыз бар, солардың жақсы сөздерін енді бір ауыз айтып кетейін. Жүрекке қабылдап, осы жүректе сақтап қалу керек деп ойлаймын мен. Я өте әдемі өтіп жатыр, прямо енді көңілді өтіп жатыр, мен өзіме ұнап жатыр, Мирасхан сөздері, рахмет. басқа кісілердің Мен сөздері. былай түсіндіремін, Азамат, көбіне жаңағындай кісілерге өз өмірін өз қолына алмаған адамдарға былай айтамын. Сен, например, мысалға, водительсіз ғой, машинада келе жатсыз, иә? Сіз аласыз, рөлді алып жанындағы адамға бермейсің ғой, дұрыс па? Иә. Сол секілді да өмір өзіңдікі. Өмір сенің тек қана өзің нетуің керексің. Өз өміріңді өзің жасауың керексің. Гүлзат ханым айтып жіберсін бір-екі ауыз. Өте керемет, иә, Мирасхан мырза, мен тыңдап, өте мынандай по душе дейді ғой. Сіз мысалы қанша, мен ойлайтын да, сізде қандай сондай жауапкершілік керемет. Ең бастысы бұл бизнеста жауапкершілік болу керек. Сосын кейін жаңағы басқа адамдардың ойларына не белкетпеу керек та, ең бірінші уверенность дейді ғой өзіңге. Продукцияға өзіңе уверенность. Иә, ең бірінші біз өзіміз результат алдық, иә, бұл компанияға келіп, жаңағы нәтиже алып, сонда сенімділік пайда болады. Сол сенімділікті басқа адамдарға оңай деп ойлаймын. Егер шынымен де сен өзіңе өзің сенімділік болсаң, жаңағы сіздің 15 жастан жұмыс жасағаныңыз, ол деген опыт та, бұл жерде сізде көбінесе опыт жеңіп жатыр. Опытпен уверенность келеді, сенімділік келеді, жауапкершілік келеді. Сосын кейін іштемеге сынбау, бұл деген шынымен де өте керемет жігерлік, батылдық. Сондықтан да біздің бизнеста тек қана бұл батылдық керек, терпение дейді. Сосын кейін жаңағы бить в одну точку деген нәрсе бар ғой. Бір жерде көгереді. Бір неден, бір негативный, жаңағы Азамат айтып жатқандай, бір негативный ойларға беріліп кетпей, ол адамға уже внимание менші, ары қарай жүру керек, ары қарай, алдыға қарай, тек қана алдыға қарай. Әйтеуір, мына жерде Назерке сұрақ қойды ғой, не себеп болды? Мен ойлаймын, бұл жерде Мирасхан мырзада видение болды, просто. Мысалы, ертең қандай доходқа шығуы мүмкін, иә? Менде де сондай видение болды. Енді оған осылай жаймен, бить в одну точку, алдыға қарай сенімділікпен жүре берсек, бәрімізде барлығы болады деп ойлаймын да. Ең бастысы жауапкершілік болу керек. Сондықтан да сіздерге сәттілік. Азамат мырза, енді қазір сізде күшті наставник бар, осындай Мирасхан мырза сияқты керемет сенімділік беретін, сізге барлығын үйреніп, жетістікке үлкен империал мастер болыңыз сізде. Мирасхан мырза енді однозначно империал ғой бізде. Сондықтан да рахмет сіздерге көп-көп, шынымен де өте сондай ұйып тыңдадық, өте керемет. Сондай барлық айтып жатқандарыңыздың барлығын жүректен өткізіп тыңдадым, өте керемет. Шынымен де барлығы сол, мен де өзімде 15 жасымнан еңбектенгем, жаңағы өзімді өзім алға қарай сүйреген адаммын. Сондықтан да соның барлығын өзім өмірімді өтіп кеткендей болдым. Сол бізге айтып беріңіз, соны история қылып. Мен жалпы осы группада мен байқаймын бар ғой, осы Атомиға жиналған адамдар, жұмыс істейтін бар ғой, бәрі андай бір өмірдің несін көріп, 15 жастан деген айтады ғой, еңбек етіп, сондай мықты адамдар жиналған сияқты, мен қазір өткен өмірлерін былай қарап отырсам, мен Мирасхан 15 жас, мен өзім 11 бітіріп кеттім, оқымай сұрап жұмыс істеп, әке-шешем кредитін жауып, сөйтіп армияға өзім бар. Сол ойлаймын, осы группада сондай бір
мотивация, андай бір дисциплинаға бір мықты адамдар жиналған сияқты, мне кажется шы. Мен байқап жатырмын, жаңа апайлар айтып жатыр Жоқ, ғой. бұл жерде мықты адамдар қана қалады. Дайын Алады, толық. иә. Фильтрдан Мықты адамдар. өтеді. Ана группадан шығып кеткен сондықтан адамдар, да олар азамат мырза, сізге де айтарым сол, ешкімге никогда бір адамның мнениясынан адам өзгермеу керек та. Сіз өзіңізге сенімділік алып, тек қана алдыға қарай жүруіңіз керек. Ешқандай бір адамның несі сізге влиять етпеу керек та, сонда ғана сізде барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Жалпы мен өзім былай Енді ойлаймын. мен өз атымнан Аха. рахмет. Мен Гүлзада. рахмет өзім сіздерге. Өте риза былай ойлаймын да. сіздерге, Аха. рахмет. Жауапкершілік жайлы айтып жатырсыздар ғой бағана сіздер, иә? Мен жауапкершілік, иә. Вот если, например, мен қазір жұмыс істеп, мен өзіме жауапкершілікті аламасам, мен ертең не отбасымды баға алмаймын, не отбасымды қараймын. Жауапкершілік жоқ болса, болды, сен слабый еркексің деп ойлаймын, например, да. Сен жауапкершілігің жоқ, өз-өзін әзер жүрген болсаң, сен ертең ешқандай жетпейсің. Сондықтан жауапкершілік нәрсені маған ерте кезден үйретті де, например, иә, маған жаман нәрсе нетпей, андай мындайға жолама деп мен сондай қатты бет нетті де, прямо қатты тәрбиеде андай жауапкершілікті бала кезден үйретіп тастады да. Вот сондықтан жауапкершілік дейді, дұрыс айтып жатсыздар, жауапкершілік болу керек. Екіншіден, например, да, мен өзім, иә, кешке таман, мен енді еркек айтып кетейін, енді шынайы не ғой, кешке таман мен жұмыстан келемін ғой, Мирасхан ағасы, мен келемін, жұмыстан келемін, мен үйге айтып бүйтіп, содан мен кешке таман Атомидің шампунымен, сабынмен жуынып, кремдерін қолыма жағып, прямо күшті рахаттанып ұйықтаймын, рахаттанып прямо, иісі деген еді. Вот мен ойлаймын, мен көп достарыма да айтамын, көп нелеріме айтамын, Атомидің продукциясын қолдансаңдар, вот сендер енді еркек адам болған соң, еркек адам мен ойлаймын, өз-өзін күтіп, өз-өзін қарап, сөйтіп жүру керек еркек адам. Ертең любой жерде жүргенде де, кім әйелмен, кіммен жүрсенде де өзіне приятно болады да. Вот мен солай да түсіндіремін өз достарыма. Атомидің продукциясы соған сай, качественный, например, да. Вот енді прямо мен қолданып жүрмін ғой, енді бәрі зунипас тісін бәрі күшті, прямо енді тап-таза болып, иіспен күшті, вот прямо рахаттанып жүресің. Вот айтады ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мұсылман адам всегда таза, өз-өзін күтіп, сөйтіп жүру керек. Сол үшін осы Атомидің өнімдерін мен солай да жеткіземін, өзім таныстарыма реклама ретінде істеймін, айтамын. Рахмет, Азамат. Мақсат, бір ауыз айтасың ба бірдеңе? Алып қосарың бар ма, Мақсат? Естіліп тұр ғой, иә, дауысым? Иә, естіліп тұр, аға. Өте керемет болып жатыр. Жаңа кішкене арасында шығып кетіп, звондап қалып жатыр, қайттан кіріп, солай жасап жатырмын. Тамаша, бәрі ойдағыдай. Мына біздің командамызға үлкен сәттілік тілеймін. Мына Азамат Мирасхан ағамыздың оң жағы болса, мен сол жағындамын. Жаңа Азамат бауырым өзі айтып кетті ғой. Алда жоспарлар бар, қаншама подкасттар түсіреміз деген сияқты. Сол мына айтатын тәтелерімнің барлығына бізді қолдап, әрқашанда жүре беріңіздер. Біздің Мирасхан ағамыз енді ол кісі мотиватордың мотиваторы ғой. Ануар мотиватор дейді ғой. Қазір көрушісіздер ғой, хайппен танылып жүрген. Сол сияқты Мирасхан мотиватор деп айтсам да мен қателеспеймін. Үнемі әрдайым айтып жүреді. Барлық ақылын, ананы ұмытып кеттің, Мақсат, мынаны ұмытып кеттің. Азамат, давай Мақсат үшеуміз отырайық, мынаны ақылдасайық, келісейік деген сияқты бірталай өзі ақылын айтып жүретін ағамыздың бірі. Сол себепті не айтқым келеді, Атоми жасай берсін, алдыға осы алған бетімізден қайтпайық. Енді бір ерекшелігі болып тұрған осы жалпы Атоми компаниясына бізде Мирасхан ағамыздың командасы ерекше. Неге десеңіздер, основной ер азаматтарда, мінекей біз сияқты, енді біздің артымыздан да әні бауырларымыз, аға бауырларымыз келіп, жалғасын таба берсін деген ниеттемін. Жасай берсін Атоми. Керемет болды. Қайырлы кеш бола ма екен, Мирасхан мырза? Саламатсыз, Мирасхан. Қалайсыз? Кеш жарық, Мирасхан мырза, Азамат мырза, баршаңызға кеш жарық. Мен жұмыста болып бір кіріп бір шығып жатырмын, бірақ менде өте күшті мотивация болып жатыр. Жігіттер жарайсыңдар, мынандай кездесу. Оны сақталып жатыр. Мен өзімнің жаңағы оңтүстігіме паш етем, сіздей лидерлерді. Менің де командама сіздер сияқты лидерлер жиналады деп ойлаймын. Өйткені мүмкін емес мынаны көріп, Азаматтың әңгімесі, Мирасхан керемет әңгімелеріңді.
Атомида империал болыңыздар, лайықты, бәріміз лайықтымыз. Тек алға, жігіттер тек алға. Рахмет, мынандай кездесу, керемет кездесу болды. Рахмет көп Азира ханым. Академияда жолыққанша. Сіздің сөзіңіздің өзі бізге, сөзіңіздің өзі, Жазира апай, сөзіңіздің өзі бізге мотивация болды ғой жаңа. Бізді андай, мына Гүлжина ханым бар, осы Жазира ханым, сіздер бар ғой, бізге қайрап еркектік неміздіші, анау жалпы еркек адамға дейді, көп нәрсе керек емес, еркек адамға үйленгендер болса, әйелінің мотивациясы керек деді ғой. Вот сіздер бізге мотивация беріп жүрсіздер, өте күшті. Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет. Кеш жарық баршаңызға. Мирасхан Азамат, мен деген өте риза болып отырмын. Кереметте жақсы, өздеріңде сондай мотивация беріп жатсыңдар. Енді керемет. Бірінші бір Алла, одан кейін мына Гүлбақ құрбыма үлкен рахмет айтам. Сіздер де мықты команда, осындай танысып, сіздермен осындай команда бұйырғанына баршамызға. Сол сәттілік тілеймін, ақ жол. Амин. Енді сіздер деген расымен де лайықты адамсыздар. Империал мастер болатындай бүкіл командаларыңыз жақсы өсіп келе жатыр, жақсы келе жатырсыздар. Енді не айтам, жаңа кім Азамат айтып жатсың ғой, бұл жерде расымен де мен енді Атомидің өніміне кереметтей ғашықпын. Өзім прямо с удовольствием жұмыс жасағанда прям беріліп кетемін да, даже кей кезде автобуста, троллейбуста отырғанда уже не телефонмен сөйлесіп жатамын Атоми жайында. Содан бір күні бір психолог врачпен танысып қалдым, қасымда отырды да, сіз Атомида жұмыс жасайсыз ба дейді. Я дедім, керемет, өзіңіздің жұмысыңызды сондай жақсы көретініңіз көрініп тұр дейді да. Бірақ мен Атомида бармын, өнімдерді аламын, химахимді ішемін, кремдерін қолданамын. Бірақ тура сіз сияқты маған түсіндіріп айтпапты дейді да. Мен айтамын, давайте неңізді, ID номеріңіз, пароліңізді көрейін, сіз барсыз ба действительно системада десем, давайте көріңізші деп сөйдеді. Сонымен ол кісі мен телефон номерімді жазып алды да, жолда түсіп қалды остановкадан. Сонымен мен ол кісі туралы мүлдем ұмытып кеткем. Кешке қарай маған WhatsApp-ыма хабарласып жатыр да, менің ID номерім осы, осылай көріңізші деп. Қарасам қып-қызыл жанып тұр. Ал ол кісінің несі где-то 300 бірден кедей бар екен, PV-ші, өзім агент болып алған, бірақ қызыл жанып қалды. Сонымен айтын, сіз қызыл жанып тұрсыз уже деп. Соны айтады, мен ана кісімен жұмыс жасағым келіп тұрған жоқ, мен сізбен жұмыс жасағым келіп тұр дейді. Мен айтам, сіз ана спонсорыңызға кім сіз тіркеді, сол кісіге айтыңыз. Десем, болды, мен айтам, мен осылай сестрама тіркелетін болдым деп айтам деп. Соны ана кісіге айтса, жарайды, онда өзіңіз біліңіз деген ғой. Содан мастер-классқа келді. Сонымен қыздармен танысып, ана қос маржан деген видеоны жасаған маржан ғой сол. Көрген шығарсыздар, чаттан. Сонымен мына Атомида енді керемет, жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар ғой, не ситадан өтіп, реттеліп қалады деп. Бұл жерде Айжарқын деген тоже Мархабат ханым екеуі ылғида бізде сабақ өтеді, мастер-класс не істеген кезде презентация оқиды. Сол кезде айтады, Атомиға келген адамдар дейді, бұл жерде Алла тағаланың маңдайынан сүйген адамдар келеді, осы Атомидағы адамдар сондай адамдар дейді. Өйткені бұл жерде андай бәріміз енді бір жол ұстанамыз ғой, адамдарға жақсылық тілеп, ол адамдан пайда көру емес, мен бәрін айтам да, сен адамға пайда көру мақсатында емес, ол адамға жақсылық жасау, осы адам осы химахимді алып, осындай өзінің денсаулығынан ем шипасын алып, осындай кремдерін қолданып, әдемі сұлу болып, жаңағы мынандай абсолют бағада, абсолют сападағы өнімдерді қолдансын, посуда жуатыны бар, порошогы бар. Содан ертең ол адам тек қана ризашылығын білдіріп жүретіндей, сондай ұстаныммен жұмыс жасасаңыз, Алла тағала сіздің жолыңызды одан сайын айқара ашады да, анадан қуанған сайын Алла тағала сізге еселеп күшті мықты адамдарды кездестіре береді деп. Сөйтіп қыздардың бәріне сөйтіп айтамшы, ұстанымдарын сол болсын. Өте дұрыс айтасыз. Ылғи да қыздарға да айтам, мына кісімен айтады да, Маржан мына кісіге түсіндіріп айтшы деп алып келеді бутикқа. Соны ана кісіге айтам, бұл кісі сізді бақытты жасайын деп алып келіп жатыр, бұл кісі сізден пайда көрейін деп тұрған жоқ. Бұл жерде осындай өнімдер тамаша десем, я мен Атомидің өнімдерін қолданамын, маған ұнайды деп. Бірақ тіркелу керегін айтпапты дейді да. Мен айтам, давайте біз сізге тегін интернет-магазин ашамыз, өзіңізден қолданасыз, сондай деп жолдарын түсіндіріп айтамыз ол адамдарға. Енді керемет, қуанып жатырмын, осындай командамыз Аллаға сан шүкір өсіп келе жатыр. Біздің өзіміздің
спонсорларымыз бар, Гүлжан ханым, Батима ханым, мына жерде Мархабат ханым, Гүлзат ханым, міне баршамызға ақ жол тілеймін, сәттілік тілеймін. Баршамыз бәріміз бірге империал мастер болайық. Сәттілік Әмин, жолдарда әмин. бәр уақытта ашық Жүректен болсын. шыққан сөз жүрекке жетеді дейсіз ғой, иә? Маржан Өте ханым. дұрыс айтасыз. Жүректен шыққан сөз. Өздеріңіз Бұл жерде айтпақшы, профессиональный жаңағы, иә, нақты жақсы профессиональный презентация беру білуіміз керек, иә. Сол нақты екі ұстаным ғой. өте Жүрекпен дұрыс айтуымыз керек, иә. Аха. Содан білімді, ең бас- осындай өздеріңіз айтпақшы, сондай білімді, сондай жаңағы мына азамат айтып кетті ғой, сіз прямо Атомиді жақсы көретініңіз білініп тұр дейді. Сондай жақсы көріп, сеніммен сондай түрде жұмыс жасасақ, өзі ана Батима ханым айтады ғой, фокусты ұстану керек дейді. Ана жолы Шынар ханым айтады, мен 30 күнде 30 адамды қалай тіркеймін? Мен айтамын, ниет етші деймін, ниет етші, өзі Алла тағала жібереді. Шынымен де Маржуқа ниет етіп едім, 30 күнде 30 адам тіркедім деп күліп жатыр. Сондықтан ылғи да сол ойымызда бір не істеп, жақсы ойда болу керекпіз да, осындай жақсы адамдар кездеседі деген. Сол Позитивта болуымыз керек, иә, позитивта болу керекпіз. Сәттілік, ақ жол, жаңағы не түсіреміз деп жатсыздар, видео түсір, ол өте дұрыс. Өзіміз біреудің видеосын көрмей, өзіміз қолданып жатқан мына өнімдерді қолданғанымызды өзіміз видео жасасақ, ол вообще кереметтей нұр үстіне нұр болатын еді. Жақсы, рахмет айтам көп сіздерге. Сәттілік. Рахмет, әмин. Ең бастысы біздің командада барлығында мынандай ой, біркелкі ой бар екен. Салтанат, сен айтайын дедің ба? Айта ғой, мен перебила. Қайырлы түн. Мен мына екі балаға сондай риза болып жатырмын. Мирасхан ханым, Мирасхан мырза. Салтанат ханым. Иә, мен Салтанат. Азамат мырза. Найманым сүтпетінде қаймағым. Прям бағанадан бері бәрін тыңдап, сондай мотивация алып, сондай жақсы отырмын. Мен кеше ғана осы санаториядан келдім. Сол санаторияда жүрген кезде, бассейнге неге барған кезде көп әйелдер менен сұрады, сіз жасыңызға қарамай бетіңіз сондай нұрлы, әдемі болып тұр, қандай крем жағасыз деп. Содан кейін айттым, қазір ужиннан кейін барлықтарыңыз мен комнатаға келіңіздер, мен сіздерге түсіндіріп айтамын, қалай жағам, қалай уход болам деп. 4 этапканы өзіммен алып барғамын. Сөйтіп 5 әйелді өзімнің комнатама шақырып алып, әгілерге поэтапна қалай тазалайтынын, қалай қандай нәр беретінін, қандай действиясы бар екен бәрін көрсетіп, сөйтіп кішкене енді қысқа интервью алып, сөйтіп сол адамдардың бәрін тіркеп, енді олар соны 4 этапқа алатын болды. Содан кейін айттым, бұл компанияда бұл тек қана 4 этапқа емес, о жерде балалардың да витамины бар, коллаген, спирулин, химохиніміз вообще жаман аурудан жазады. Осындай каталогтың бәрін өздерінің WhatsApp-тарына жіберіп қойдым. Енді бүгін кешке жақын олар маған айтып жатыр, каталогты көріп жатырмыз. Енді бұдан кейін ары қарай енді жұмыс жасайтын ойлары бар екенін өзім сездім. Содан кейін қазіргі таңда мен кешіріңіз, қазіргі таңда мен мына неге Сарыөзекке көшіп келгенмін. Сол жерде жүрген жерімнің бәрінде айтып жүрем да, Атоми жайлы. Сөйтсем, бұл жерде халықтары бір талай адамдар онша біле бермейді екен. Ол қандай компания? Компанияның бәрі бір ғой дейді. Жоқ, сіз тыңдаңыз, ол компанияның бәрі бір емес. Компанияларда, мысалы, бізде деген активация жоқ. Жазып алып, ал, 100 мыңға ал, 200 мыңға ал деген әңгіме жоқ. Ең бірінші жазыласыз, бір 10 мыңға өзіңіздің үйіңізге зубной паста, порошок, өзіңізге керекті заттарды дышуатын сондай аласыз. Содан кейін 300 пивет толғаннан кейін 2 ножка қоясыз дағы, ар жақтағы өзіңіздің туған туысқандарыңызды соларға айтасыз. Одан ары қарай кете береді. Бұл жерде табыс көзі де бар деп жайлап түсіндіріп, сондағы қыздарды жаздым. Енді қазір
жаңа тайтей басқан бала сияқты мына жерде онша ешкімді танымаймын, все равно біреу просто келіп, біз қазір данный момент не берейік деп жатырмыз, арендаға, үйдің астында аренда 200 квадрат метр. Сол жерде магазинге бересіздер ма, неге бересіздер деп келіп көрейін деп біраз қарап неткеннен кейін, мен сразу Атоми жайлы айтамын да, сіз жүдеусіз ғой, бір жеріңіз ауырады ма, осындай компания бар, осындай неде істейміз деп, солай адамдарды тартып жайлап жазып көрсетіп жатырмын. Жазған кезде енді сразу қолымда продукция болса, жазамдағы, мысалы, осыны алып көріңізші, кейін результатын көресіз деп. Зубный пасталарды 2900-ден зубный пасталарды көрсетсем, олар ой қымбат емес екен ғой деп жазылып бірден алып жатыр. Бірақ та қайтадан келіп енді менен сұрайды да, басқа продукцияларын қалай алсақ болады деп. Бұл жерде что плохо, анандай не жоқ екен да, пункт жоқ екен да, Талдықорғанда ғана. Содан енді қазір Гүлзат ханыма басым дегім келеді, мыңда бір рахмет. Таксимен де жібереді, өзі де әкеп тастайды заказдарды. Сөйтіп тайтей басып атқан. Рахмет, керемет. Жеке өзіңіз бір спикер ашсаңыз, өзіңіз вебинарға бір шықсаңыз, тыңдайық та. Жоқ, енді негізі Салтанат сол жерде шоурум ашпақшы ғой, иә, Салтанат? Сондай ойым бар еді. Развивать еткісі кеп тұр. Мен дегенің прям мынандай жанып тұрмын енді. Сол мені прям қолдайтын адам болмай тұр ғой енді. Енді қалай айтсам қолдайтын болмағанда енді бәрібірде мен ойлаймын, бұл жақтағы адамдар бірінен бірі көріп, бірінен бірі естіп, адам баласы. Жаңа Азамат мырзаның бір айтқан сөзі маған өте ұнады. Мысалы, бір адамдар дегенің, ой, мынау деген маған ұнамайды деген кезде, наоборот, ол кісіге соны айтып, соны алғызсаң, содан ары қарай уже результат көріп, қайтадан қайтып келеді деген. Ешқашан біреудің бір сөзіне сынбау керек деген. Прям сондай. Көрдеу керек, иә. Сол сіздерге мыңда бір рахмет. Кешке жақын осылай мотивация беріп, барлығымызға сондай өздеріңіздің жұмыстарыңызбен бөлісіп жатқандарыңызға сол амандасайын, рахмет айтайын деп кірдім. Рахмет. Мен бір сұрақ қойсам, бір сұрақ кімге? Гүлжина ханым мен Мархабат ханымға мен сұрақ қойғым келіп отыр да. Сіздер, например, да, осыны енді үлкен жас қойсыздар, иә, соны осындай жасқа келіп, например, таңғаламын. Анда шапқылап, әлі энергия деген кәдімгі сіздерде кәдімгі мощный болып тұр да, мен көріп жүрміз ғой көзбен энергия. Мен сұрақ қойғым келеді ғой. Соған ана мотивацияны қайдан табасыздар сіздер? Қалай өз-өздеріңіз соған ерік жігеріңіз қайрап отырасыздар? Сол жағын кезектен бізге екеулеріңіз айтып берсеңіздер, маған қызық болып отыр да, сол жағы. Гүлжина ханым кезектен, Мархабат ханым екеулеріңізге осы сұрақ. Соны маған айтып беріңіздерші. Бәрімізге қызық маған осы жерде. Қалай энергия табасыздар соған? Қалай уақыт табасыздар сондай нәрселерге? Мархабат ханым Астана мен Алматыда шапқылап жүреді. Қалай соған уақыт табасыздар? Қалай мен соны кішкене түсіндіріп жіберсеңіздер сол сұрағыма. Қызық маған. Азамат, иә. Гүлжан что-то шығып кетті ғой деймін, иә? Мен айта берейін. Енді біріншіден жаңағы айтып жатырмыз ғой, бірінші бұл жерде енді өнімін, компанияны айтты. Бұл жерде сам процесін айтты. Шында айтып кеткендей, кім айтып кетті, бізде ақша на первом месте емес, Мирасхан айтып кетті, ақша емес, бұл жерде сам процесс, адамдармен қарым-қатынас, адамдарға жақсылық тілеу бірінші орында осы. Екінші, менде мотивация, жаңағы жауапкершілік деп жатырмыз. Менің артымда қаншама адамдар кетіп жатыр, иә, мен бейжай қарағым келмейді. Әр адам мен үшін өте құнды, өте бағалы. Мен әр адамға прям түп санасына дейін түсіндіріп, соны көзін ашып, өмірін өткізбей, уақытын өткізбес бекер дегенде шырылдап айтқым келеді. Сол екінші мотивация, және өзім даму жолындамын қазір. Сол тоқтап қалмауымыз керек. Шынында заман қазір тез дамуда, құралдар өзгеруде. Біз бұрынғыдай құралмен өте жететін шығармыз, бірақ ақырын жолмен жетеміз. Мирасхан айтқандай, бұрын құралдар уже өзгереді, ескіреді. Бізде қазір ұсынып жатқан көп жаңағы нелер, жаңа нелер бар, иә, қолданатын дүниелер. Иә. Соны мен өзім үшін ғана емес,
соны қазір үйреніп, командама да соны үйретіп, біздің жолымыз басқаша тезірек болсыншы деп, барымыз империал мастерға тезірек кетекші, онда пайдамыз көбірек болады, зорлау болады дегендей қоғамға. Сол дамудың үстіндемін, и ол тек өз жалғыз басым емес, командам үшін ертең пайдасы болады деген сенімдемін. Әрине, мотивация көп қой, жеке де өмірде бар. А так, в основном, мен қазір полностью, Гүлжан айтқандай, замужем за Атоми. Болды, мен сол жерде ғашық болдым, қалдым, и Атомимен ажыраспаймын деп шештім. Әмин. Рахмет көп. Потом тағы да бір сұрақ мынада Клара ханым деген отыр. Клара ханым, ол кісі сөйлеген жоқ. Клара ханым деген кісі. Азамат, мен кешіріңіз, бір сөз айта салайыншы. Жаңа мені дұрыс түсініңіздер. Қолдайтын адам жоқ дегенде, мысалы, мына тұрғындар жайлы айтып жатырмын да, пока келіп алып, мысалы, қолдап, о, күшті екен деп. А былайынан, между прочим, тут раз маған Батима ханым, Гүлзат ханым, Гүлназ ханым, барлықтары қолдап, прям келіп, қандай жер бұл, қандай жерден ашайын деп жатсың, не істеп жатырсың деп келген кезде мен төбем көкке жетті. Прям мен сондай қуандым, қуанышым көзімнен даже жас шықты ғой. Жаңа Мархабат ханым айтып жатыр, я замужем за Атоми деп. Я тоже в возрасте вышла замуж, но енді бұл енді судьба. Мне надо было за Атоми. Атомиға шыға алмай қалдыңыз, иә? Так, Салтанат ханым, сіз просто продукцияны алыңыз да сатсаңыз сол жердегі адамдар көрмей қайдан сізге қолдау көрсетеді, олар көру керек та бірінші. Точно. Дұрыс айтасыз, рахмет. Иә, жақсы. Ал мен Неңіз жабылып қалды, Клара ханым, неңіз микрофон жабылып. Микрофонды просто басыңыз да тиіспеңіз и сөйлей беріңіз. Саусағыңызбен ұстамаңыз микрофонды. Клара ханым, неде академияда болған кісі ау деймін, иә? Мен сол кісілердің мненияларын тоже тыңдағым келіп отыр. Мен бір жерде айтқым келіп тұрғаны осы, бүгін барлықтарымыз отырғанымыз академияға баратын адамдарымыз. Міне түгелі қарап отырсаң, осы тізімде академияға барып, қазір тізімде бар адамдар, системада бар адамдар, иә, системада бар лидер империалдар деп есептеймін. Именно осындай неге тек асығыс болып күтіп, сағынып кіретін осы империал адамдар деп ойлаймын. Шынында Пахангел айтқандай, Атоми для всех, но не все для Атоми. Шынында іріктеледі екен. Қазір мынау продажға шыққанның бәрі не топ лидер болады. Да. Әлі де қосылады, сол себепті әлі де уақыт бар. Система дегеніміз сол академия, семинар, осындай встречи, вебинарлар, адамдарды осындайға кіргізіп отырыңыздар. И академияға көбірек адам дайындаңыздар. Ішінен жұлдыздар шығады міндетті түрде, өзіңізде, сіздерде. Жақсы, Клара ханым, сіз сөйлей алмадыңыз ғой деймін, ортаға басып, просто тиіспеуіңіз керек, сосын сөйлеп болғасын, тағы саусағыңыз. Біздің астаналық жігіттер өте тамаша, керемет, рахмет, маған өте ұнады сіздердің выступленияларыңыз. Рахмет, алла разы болсын.